Күләш Сейітова келіннің өзіне деген суық қабағын сезетін, бірақ оның не себепті өзін жақтырмайтынын түсіне алмайтын. Ұлының Назеркеге үйленуіне қарсы болған жоқ, ақыл айтып араласпады, немересін жақсы көріп, еркелетті, келініне де реті келген сайын қымбат сыйлықтар жасайтын, тіпті екеуіне пәтер де алып берген. Бір бөлмелі болса да, олар әлі жас, алға ұмтылуы керек қой деп ойлайтын. Екеуі де дайын дүниеге ие болып отыр еді. Шетелдегі демалыс орындарына қайта-қайта қыдырмай, ақшаларын жинап, кеңірек пәтер алуға болатын еді. Бірақ Күләштің ұлы Ерланның айтуынша, Назерке қазір өмір сүріп қалу керек, өйткені өмір қысқа, ал адамның қалауы мәңгі емес деп, дәл қазір өмірдің қызығын көргісі келетін. Ал тұрғын үй мәселесін шешу үшін жұмыс істеп, ақша жинауға болатын еді. Жарайды, солай болса, солай болсын деп ойлайтын Күләш, бұл олардың өмірі, олардың отбасы, олардың ақшасы. Өз қаражаттарын өз қалауынша жұмсауға құқылы. Бүгін Назеркенің туған күні еді. Енесі ұлының үйіне қолына гүл шоғын ұстап келінін құттықтауға келді. Бұл жолы Күләш сыйлықтың орнына келініне ақша беруді ұйғарды. Қалаған затын өзі сатып алсын деді. Назерке енесіне амалсыз жымиды. Ас үйде тамақ әзірлеп жүргендіктен Күләш әкелген гүл шоғын үстелдің үстіне лақтырып жіберді де, сыйлық салынған конверттегі ақшаны санап шықты. Конверттегі сома оған әбден ұнағаны көрініп тұрды, сондықтан енесіне бұл жолы шынайырақ ықыласпен жымиды. Күләш гүлдердің үстелге лақтырылып, сусыз әрі қараусыз қалғанына қынжылды. Бөлмеге кіріп құмыра алып шықты да, лала гүлдерді суға қойды. Мыналарды балконға шығарып қойыңызшы деді, Назерке енесіне қарамастан. Иісі тым аңқып тұр, адамды тұншықтырып жібереді. Күләш өзіне сыйлаған гүлдерінің бұлай қабылданғанына ренжіді. Нәзік ақ лала гүлдерді хош иісі үшін кінәлағанына іштей қиналды. Келіннің өктем үннің гүлге емес, өзіне бағытталғанын түсінді. Жарайды деді енесі. Онда бірден қоқыс құбырына тастап жіберейін бе? Деп өзін ұстай алмай айтып қалды Күләш, артынан бірден өкінді. Мерекенің шырқын бұзғысы келмеген еді, бірақ айтылған сөз, атылған оқ дегендей, ауыздан шыққан сөзді қайтара алмайсың. Назерке үнсіз қалды да, біраздан соң ештеңе болмағандай, қоқыс құбырына тастаудың қажеті қанша. Егер лала гүлдер сізге соншалық ұнаса, үйіңізге қайтарда өзіңіз алып кетерсіз деді. Қонақ көп емес еді, ұлы мен келіннің екі отбасы болып араласатын достары және Назеркенің құрбысы Гүлсім 5 жасар ұлы Бекзатпен келген. Бекзат пен кішкентай Айша секіріп, билеп, тіпті ән де айтты. Күләш оларға қарап жымиып отырды. Балалар мәз еді. Күләш немересі мен ұлының осылай қуанып жүргеніне сүйсінді. Оларға қашанда қай жерде де көңілді, өйткені балалық шақтың сәні де ойнап күлу ғой. Назерке үй иесі ретінде өзін жақсы көрсетті, дастарханды да молынан жайды. Жұрт оны құттықтап, дәмді тағамдары үшін ғана емес, қандай керемет адам екені үшін де мақтады, елгезек, мәдениетті, әдепті деп дәріптеді. Күләш үшін келіннің бұл қасиеттерінің бәрі жаңалық еді, өйткені ол Назеркеден олардың ешқайсысын бұрын көрмеген. Керісінше көргені өктемдік пен арсыз паңдық. Ал елгезектігі туралы сөз қозғаудың өзі артық еді, оның бойында титтей де мейірімділік жоқ. Күләш ауырса келіні ешқашан телефон соқпайтын, тіпті өзі сау жүргенде де хабарласпайтын. Ал енесінен бір нәрсе керек болса, жақтырмайтын енесіне өзі бармай, Ерланды жұмсайтын. Жылына 2 рет енесінің туған күнінде және әйелдер мерекесінде Назерке күйеуі мен қызы Айшаны ертіп келіп, енесін құттықтауды міндетсінетін. Ал басқа уақытта Күләшке тек ұлы Ерлан келетін, оның өзі 2 аптада 1 рет қана. Рас, ол анасына күн сайын телефон соғатын, бірақ тек жұмыстан. Кейде Күләш Ерланнан неге үйінен ешқашан телефон соқпайтынын сұрағысы келетін. Алайда баласының өзі іштей сезіп жүрген. Сондықтан бәрі осылай бола берсін деп қоятын. Назеркемен бақытты болса екен, Алла тағала өзі жар болсын. Ұлының алғашқы отбасы бұзылған. Сол некеден туған ұлы Санжар бар, ол әкесімен өте сирек араласатын. Сондықтан Күләш Ерланның бұл некесі де бұзылып кетпесе екен деп алаңдайтын. Сол себепті келіннің кейбір қылығын ұнатса да, ұнатпаса да үндемей жүретін. Ал бүгін келіннің туған күніне арналған дастарханда Күләш Назеркенің өзіне неге соншалықты суық қарайтынының себебін білді.
Дәлірек айтқанда, келіннің құрбысымен сөйлескен сөзін байқамай естіп қойды. Құрбылары ас үйде темекі тартып отырған еді. Күләш жуынатын бөлмеден шығып, ас үйдің жанынан өтіп бөлмеге кірмек болғанда, Назеркенің «Сен неге енеңді сонша жақтырмайсың, түсінбеймін. Өзі жаман әйел емес сияқты, ұқыпты, мәдениетті. Айшаны да немересі деп төбесіне көтереді. Менің бұрынғы енеме қарашы, немересі бар ма, жоқ па, бәрібір. Бізге қашан болса да келіп, баланың аузына бір кәмпит салып кеткен емес. Ал сенің енең сағанда, Ерланға да қандай сыйлықтар әкеледі, үстіне қалай өмір сүру керегін үйретіп, мазаламайды деген сөзін естіп қалды. Болат екеуміздің ажырағанымызға 3 жыл болды, ал бұрынғы енем әлі күнге дейін ақыл айтады. Мынаны дұрыс істемедің, ананы дұрыс істемедің дейді. Ал сен мына кемпірге неге шыдап жүрсің? Қуып жіберсеңші, бітті кетті. Деп Назерке кеңес берді. Оны қуып жібере алмаймын, әрі ондай ойым да жоқ. Кейде Бекзатқа қарасып көмектеседі, керек болса қадағалап отырады, немесе балабақшадан алып кетеді. Сол үшін оған ризамын. Бірақ сенің Күләш апайға деген қарым-қатынасыңды қалай түсінуге болады? Ешқандай қарым-қатынас жоқ деуге келе ме? Ерлан саған бұл жөнде ештеңе айтпай ма? Деп сұрады Гүлсім. Егер ол сенің ата-анаңа, сенің оның анасына қарайтындай қараса, не болар еді деп сұрады құрбысы. Мен оған қалай қараймын? Қалыпты қараймын. Онымен ұрыспаймын, бірақ ерекше жақсы көрмеймін де. Бөтен адам ғой, бар болғаны сол. Өз адамдарың бұлай істемейді деп жауап берді Назерке. Күләштің денесі ширығып кетті. Оған әлдекім қайнап тұрған сумен шарпып жібергендей болды. Ыстығы көтеріліп, жүрегі қатты соқты. Күләш келіні мен оның құрбысы жүрегінің дүрсілін естіп қоя ма, сол дыбыстың соңынан шығып, өзін тыңдап тұрған жерінен ұстап алама деп қорықты. Бірақ әңгімені соңына дейін тыңдап шығуға бел буды. Іштей келініне не істеп қойды мекен деп ой елегінен өткізіп, өткен кеткенді есіне түсірді, бірақ еш жауап таба алмады. Оған ешқашан ауыр сөз айтып көрген емес. Бүгін ғана Гүлге қатысты шыдамай, ойын айтып қалғаны болмаса. Ал ол саған не істеді? Деп қызығушылық танытты Гүлсім. Мәселеде сонда ештеңе істеген жоқ. Бізді бір бөлмелі пәтерге тыққанда, өзі 3 бөлмелі пәтерде жалғыз патшайымдай өмір сүріп отыр. Ал біз пәтер жалдап тұрамыз. Деп жауап қатты Назерке. Енеңнің сендерге тым құрыса бір бөлмелі пәтер алып бергеніне шүкірде. Оны елемей жүргенің бекер, Назерке жан, өмір дегенің болжауға келмейтін күрделі нәрсе. Ертең не боларын ешкім білмейді. Ол Айшаны жақсы көреді, ұлын жақсы көреді, сені де жақсы көрер еді. Өзіне жылы сөйлесеңші. Жылы сөйлегенге жан семірет деген бар емес пе деп құрбысы оны райынан қайтармақ болды. Оған жағымпазданып жүруің керек пе? Деп ашуланды Назерке. Жалғыз өзі 3 бөлмелі пәтерде патшайымдай өмір сүріп отырғаны былай тұрсын. Үшеуміз бір бөлмелі пәтерге сыймай отырғанымыз үшін мен тағы оған. Оның үстіне мені оның 3 бөлмелі пәтерінің кімге қалатыны қатты алаңдады. Ерланға айтамын, күндердің күнде біреуге беріп жібермей тұрғанда менің атыма жазсын. Ал мына біздің пәтерді өз атына рәсімдесін. Деп кесіп айтты ол. Ерланға мұны анасына айтуға батылы жетпей жүрме? Деп сұрады Гүлсім. Қалайша басқа біреуге етуі мүмкін деп таңғалды құрбысы. Мынауың не сөз? Неге сенің атыңа жазуы керек? Деп ашуланды Гүлсім. Қойшы, ең болмаса Ерланның атына жазсын. Ал сенің өзіңе қарасам, Гүлсім, ертеңіңді ойламайсың, бүгінмен ғана өмір сүресің. Ал мен өз отбасымның жағдайын ойлаймын. Оның болашағын ойлаймын. Ал сен не ойлап таптың? Деп сұрады Назерке. Түсінбей тұрмын. Өзің білесің ғой, Ерланның алғашқы некесінен туған ұлы бар. Күләш апайдың басына бір ой келіп қалса қайтесің? Ол пәтерін немересіне жазып беруі мүмкін. Оның үстіне пәтерін Ерланның атына жазса да, Ерланға бірдеңе болса, оның ұлы да сол пәтерден өз үлесін талап етуге құқылы болады. Енді түсіндің бе? Деп түсіндірді Назерке. Гүлсім үнсіз қалды. Ал Күләш естіген сөздерінен есеңгіреп, тіпті қозғала алмай, тыныштықты тыңдап тұрды. Біраздан соң Гүлсім айтылған сөздердің мәнін түсінгендей болды. Ауыр күрсініп, менің түсінгенім, сен енеңнің де, Ерланның да өлгенін тілеп отырғандайсың.
Сол күн туа қалса, Күләш апайдың пәтері сенің атыңда болып, тек Ерланның ұлына ештеңе тимес екен дейсің. Назерке, сенің енеңе деген жек көрушілігіңнің себебін сұрағаным қандай жақсы болған. Сенімен қанша жылдан бері құрбымын, бірақ бүгін ғана сені мүлде танымайтынымды түсіндім. Бұл үйде бір минутта қалмаймын, деп мәлімдеді Гүлсім. Осындай бір әңгіменің маған сонша әсер ететінін ешқашан ойламаппын. Сенімен қанша жылдан бері араласамын, бірақ бойыңдағы ең басты нәрсені, арамдықты осы уақытқа дейін байқамаппын, деп ашуын жалғастырды құрбысы. Тоқтай тұр, Гүлсім. Сен өз отбасың үшін бәріне дайын емессің бе? Деп сұрады Назерке. Отбасың жақсы жағдайда өмір сүрсе екен деп қаламайсың ба? Деп Назерке өзін ақтауға тырысты. Қалаймын, бірақ мұндай жолмен емес. Бұл нағыз арамдық қой. Мұны өзің түсінбейсің бе? Деп сұрады Гүлсім. Өз отбасым үшін кез келген арамдыққа барамын деп мойындады Назерке. Мұның отбасыға қандай қатысы бар? Сенің бар ұмтылысың өзің үшін, өзіңнің жайың үшін ғана. Ал Ерлан сенің мына қияли жоспарларыңның бәрін қалай тыңдап жүр? Деп сұрады Гүлсім. Ол да анасына және өз ұлына осылай қарауға дайын ба? Деп сұрады ол. Әзірге дайын емес, бірақ мен берілмеймін. Оны бәрібір көндіремін. Саған бір сыр айтайын, құрбым. Күләш апай мәдениетті әрі ақылды адам, сондықтан аяқ астынан пәтерін сенің атыңа рәсімдей салмайды. Ерланның да тәрбиесі мұндай нәрсені анасына ұсынуға жетпейді. Ақылыңа кел, құрбым. Ерлан сенің орындалмайтын жоспарларыңнан шаршап, сені тастап кетпей тұрғанда тоқта. Әйтпесе сен тек иемденгің келіп жүрген пәтерден ғана емес, күйеуіңнен де айырылып қаласың. Ана бір бөлмелі пәтерден де айырылып, бала шағаңмен ауылдағы ата-анаңа қайтасың. Деп ескертті Гүлсім. Біреудің несібесіне көз тікпе деген сөз бар. Қалағаныңның бәрі бірден бола қоймайды. Ерлан ешқайда кетпейді. Ол Айшаны қатты жақсы көреді және кетсе, қызын енді көре алмайтынын біледі. Ол қайда кетеді? Өз пәтерінен бе? Кететін адам сенсің. Түсіндің бе? Ақымақ, ашкөз, ессіз әйел. Осы сәттен бастап мені құрбың деп есептемей-ақ қой. Деп Гүлсім сөзін аяқтап ас үйден шығып кетті. Гүлсім дәлізге шыққанда қабырғаға сүйеніп бозарып тұрған Күләшті көрді. Бәрін естідіңіз бе? Деп сұрады Гүлсім. Иә, деп қысқа ғана жауап берді. Күләш маған жаман болып тұр, деді әйел. Ерланды шақырыңызшы, деп өтінді Гүлсім. Ерлан, деп айқайлады ол. Ерлан, тезірек бері кел, деп қабырғаға сырғып бара жатқан Күләштің қолтығынан ұстап қалды. Апа, апа, деп баласы анасына ұмтылды. Жедел жәрдем шақыр. Назерке, жедел жәрдем шақыр, деп айқайлады Ерлан. Жоқ, балам, жедел жәрдемнің қажеті жоқ, деді Күләш. Мені үйіме апар. Жоқ, апа. Ол жерде жалғыз қалай боласың? Бізде қала бер. Бірдеңе болса жедел жәрдем шақырамыз. Өтінемін, деп жалынды ұлы. Мені үйіме апар, деп табандады Күләш. Мен қазірдің өзінде көлік шақыртып қойдым. Қаласаңыз, өзім сізбен бірге бара аламын. Егер қарсы болмасаңыз, Күләш апай, ертеңге дейін сізбен бірге болайын, деп ұсынды Гүлсім. Ал сен, Ереке, ертеңге дейін менің қасымда бола аласың ба? Деп анасы үмітпен сұрады. Әрине, апа, әрине, деді ұлы. Назерке ас үйден шығып болып жатқан жағдайға немқұрайды қарап тұрды. Ол енесінің Гүлсімге өзін тыңдап тұрғанын мойындағанын естіді. Бірақ Назерке өзін кінәлі сезінген жоқ. Оның ойынша енесі өзіне өзі кінәлі. Біреудің әңгімесін тыңдап тұрып, кейін жүрегін ұстап, ауру болып жатудың қажеті не? Оның үстіне Ерланды да алып кетпекші, сөйтіп оған Назерке туралы небір жаман сөздерді айтып, миын уламақ. Назерке, деді Ерлан әйеліне, мен анамның қасында түнеп қаламын. Оған мен керекпін, деді ол. Не істесең де өзің біл, деп жауап берді Назерке. Менімен кім санасады өзі? Мен туралы шешімді өзіме айтпай, сырттай қабылдай береді, деп артынан айқайлады ол анасымен бірге кетіп бара жатқан Ерланға. Қайда барсаң, сонда бар. Бір түн қалғың келсе де, өмір бойы қалғың келсе де, қала бер, деп айқайлай берді. Апа, бәрібір жедел жәрдем шақырмаймыз ба?
деп сұрады Ерлан олар пәтерге кіріп Күләш диванға жатқан соң. Жоқ, балам. Ас үйде, сөренің үстінде дәрі тамшылары бар. 40 тамшы тамызып берде, қою емес, жылы тәтті шай дайында. Денем тоңазып, қалтырап тұр деді Күләш, ол үстіне көрпе жамылып алып, жылап жіберді. Міне, апа, тамшыларың. Асықпа, асықпа. Неге жылап жатырсың? Апа, бір жерің ауыра ма? Қай жерің ауырады? Деп сұрады Ерлан. Күләш дәрісін ішіп, баласының қолынан шай құйылған кесені алды да ұртап іше бастады. Ыстық сусын көз жасымен араласып кетті. Жоқ, апа. Бұлай болмайды деді Ерлан да жедел жәрдем қызметіне телефон соғуға кірісті. Қой, балам. Жедел жәрдем жан жарасын емдемейді деді Күләш, менің жаным ауырып тұр. Сен үшін ауырып тұр, балам. Соншалық ауырды, ішім өртеніп бара жатқандай. Деп мойындады анасы. Не болды? Деп түсінбей қалды Ерлан. Апа, бірдеңені жасырып отырсың ба? Санжарға бірдеңе болды ма? Аллаға шүкір, бәрі жақсы, балам. Тек сенің ұлыңмен дерлік араласпайтыныңды есептемегенде деді Күләш. Ерлан үндемей қалды. Сосын анасының қолындағы бос кесені алып сұрады. Онда не болды? Сен үшін жан жайдан жай ауырмайды, балам. Бүгін жаным қатты ауырды. Сенің қалай және кіммен бірге тұратыныңды білгенде есімнен танып қала жаздадым. Байғұс балам. Деп зар еңіреген Күләш аңтаң болып отырған Ерланды құшақтады. Түсінбедім. Неге мен байғұс боламын? Тоқтай тұршы, апа. Деп Ерлан анасын өзінен сәл алыстатты. Не болып жатқанын дұрыстап түсіндірші деді ол. Бүгін Назеркенің шын болмысын көрдім. Жоқ, әрине, бұрын да бәрін көретімін. Соқыр емеспін. Бірақ бүгін оның әйел ретінде де, адам ретінде де қадірі жоқ екеніне тағы бір көзім жетті. Деп айтып қалды анасы. Апа, сөзіңе абай бол. Назерке бөтен адам емес. Ол менің әйелім, қызымның анасы. Сондықтан бұл сөздеріңді түсіндіруге тура келеді. Деп талап етті Ерлан. Оның аузынан сенің үстіңнен қысым жасап, мені пәтерімді оның атына жазуға көндіруіңді талап етіп жүргенін естідім. Ол саған мұны тура солай айтты ма? Деп сұрады Ерлан. Ол Гүлсімге айтты. Мен естіп қойдым деп жауап берді. Анасы да көзін тайдырды. Бірақ артынша анасының қолынан ұстап, саусақтарын сипай отырып, Ерлан, апа, мен саған мұны ешқашан ұсынған жоқпын және ұсынбаймын да, деді. Ол Гүлсімге сені бәрібір көндіретінін айтып мақтанды. Сен оның алдында иіле беретін адамсың ба, сені қайта-қайта қысымға ала беретіндей? Деп сұрады Күләш. Апа, асыра айтпа деп өтінді Ерлан. Мен асыра айтып тұрмын ба? Мен оның өзін жақсы көруге мәжбүрлей алмаймын. Бірақ ол сені де жақсы көрмейді. Өзін осылай ұстайтынына қарағанда солай ғой деді Күләш. Оның мені жақсы көретіні не, көрмейтіні не? Біз отбасымыз. Біздің қызымыз бар. Деп қарсылық білдірді Ерлан. Сонда сендер махаббат үшін емес, тек қыздарың бар болғандықтан және отбасыға ұқсайтын бірдеңелерің болғандықтан бірге тұрып жүрсіңдер ме? Білесің бе, Ерлан, мен үнемі үндемедім. Сені онымен бақытты деп ойладым. Ал қазір сендердің араларыңда бақыттың иісі де жоқ екеніне анық көзім жетіп отыр. Сен оның алдында тұтқын секілдісің, не айтса, соны істейсің, деді анасы. Бәрін емес деп жауап берді Ерлан. Мен сенің пәтеріне қатысты саған қысым жасап отырған жоқпын. Бірақ бұл ешқашан болмайды деген сөз емес. Сенің пәтеріңді оның атына жазуға көндіріп жіберуі мүмкін деп қорқамын. Сонда сен маған, балам, сен мен туралы осылай ойлайсың ба? Дерсің, деді ол даусы ауырлап. Апа, мен сенің балаңмын. Мені өзің тәрбиеледің. Сонда мені осындай іске бара алады деп ойлайсың ба? Деп сұрады ол. Бүгінге дейін бара алмайсың деп ойлайтынмын. Ал қазір оның сені соны айтуға мәжбүрлейтініне күмәнім жоқ. Әйелдің түнгі ақылы еркекті билеп кетеді деген бар. Сен оның дегеніне көп нәрсені істейсің. Енді шынын айтшы, неге үйден маған ешқашан телефон соқпайсың? Деп сұрады Күләш. Назеркенің менімен сөйлескеніме ашуланбауы үшін деп мойындады Ерлан. Ол үнсіз қалды. Тағы бір сұрақ, неге Санжармен дерлік араласпайсың? Деп сұрады анасы.
Бұл сұрақтың жауабын мен білемін. Өйткені ол саған ұлыңмен кездесуге тыйым салады, ал сен соның айтқанына көніп жүрсің. Енді айтшы, балам, үнемі оның айтқанымен жүре бермекшісің бе, әлде өз отбасыңда сөзі өтетін ер азаматсың ба? Деп сұрады Күләш. Ерлан біраз үнсіз отырды да, кейін, артық жанжал болғанын қаламаймын. Жанжалды ұнатпаймын. Үйде бала өсіп келеді. Оның жүйкесіне бәрі дұрыс болғанын қалаймын деді. Ал оның айтқанның бәрін үнсіз істей берген дұрыс деп ойлайсың ба? Деп сұрады анасы. Ерлан, мен сені осындай қорқақ етіп тәрбиеледім деп ойламаппын. Деп күйінді Күләш. Апа, мына сөзің не? Маған некемнің сәтсіз екенін айтқың келе ме? Сен өзің мұны сезіп тұрған жоқсың ба? Деп сұрады Ерлан. Ерлан, сенің бір ғана өмірің бар, өзіңді тапты ба? Жоқ, мен отбасында бір-біріне жол беру керек дегенді қолдаймын. Бірақ адамды ашықтан ашық билеп төстеу деген шектен шығу. Түсін, балам, өмір бірақ рет беріледі. Сенде екінші өмір болмайды. Ал қасыңдағы адам сенің адамың емес. Деді Күләш нық дауыспен. Бірақ онда менің балам бар. Деп қарсылық білдірді Ерлан. Апа, жарты жылдан кейін 40-қа толамын. Бұл екінші некем. Енді тағы үйленуім керек пе? Ойланып көрші, апа. Ол жақта менің ұлым әкесіз, өгей әкесімен өсіп келеді. Енді Айшаны да өгей әкесі тәрбиелеуі керек пе? Деп сұрады ол. Ал Санжар неге әкесінің назарынсыз өсіп келеді? Өйткені сен ұлыңмен кездеспейсің. Оның үстіне Санжарды тәрбиелеуге араласпау сенің өз қалауың емес пе? Деді анасы. Үндемей қалдың ба? Өйткені менің сөзім дұрыс. Бұған Назерке тыйым салып отыр. Деді Күләш. Апа, мұны саған айтқым келмеді. Мен Назеркемен ажыраспақ болғамын. Бірақ ол мені Айшамен боп салап жүр. Егер ажырассам, қызымды енді көрмейтінімді айтты. Деп мойындады Ерлан. Сонда сен беріліп қойдың ба? Ол кім өзі? Мұндайларды сот талай рет орнына қойған. Деп ашуланды Күләш. Балам, саған айтайын, мұндай арсыз әйелдер болады. Кешір, балам, оны әйел деуге тілім бармайды. Әйел деген атқа лайық емес. Ал арсыз деген сөз дәл келеді. Сенің Назеркең секілді әйелдер ер азаматтарды не жүйке күйзелісіне, не ауыр дертке жеткізіп түбіне жетеді. Мұндай өмірдің соңы не болатынын ойладың ба, балам? Мұқият ойлан. Ойлан да есіңді жи. Мүмкін мен қазір мұның бәрін өз пәтерім үшін айтып отыр деп ойлайтын шығарсың. Балам, пәтерімді саған қимай отырғаным жоқ. Егер сендердің шынымен тату тәтті отбасы екендеріңді көрсем, пәтерімді сендерге берер едім. Бірақ кешір, мен сендерден отбасы көріп тұрған жоқпын. Мен ашкөз, ақымақ, ашулы әйелді, және сол әйелдің жетегінде кеткен еркекті көріп тұрмын. Оның сені қайда апарары белгісіз. Мұның бәрін бұрыннан байқап жүрдім, бірақ араласпадым. Сені онымен бақытты шығар деп ойладым да, үндемедім. Енді түсіндім, үндемегенім бекер екен. Ол сені әбден қаштады, балам. Сен үшін қорқамын. Саған жаным ашиды. Ана жүрегім сен деп ауырады. Деп сөзін аяқтады Күләш. Күләш ұлының шаршаған жүзіне қарап отырды. Оған соншалық жаны ашыды, сәл ғана шыдаса тағы да жылап жіберетіндей еді. Бірақ жоқ, енді жылауға болмайды, ұлын одан әрі мұңайтуға болмайды. Ол баласының ағара бастаған қою шашын сипап, шаршадың ғой, балам. Саған шай дайындап берейін. Ал барып демал, деді. Бірақ күйеуін қарсы алған Назерке, мен туралы не деп өсек айттыңдар, деді. Сенің анаң мені жамандап, үстімнен бір қауға, кір қоқыс төккеніне күмәнім жоқ. Ол мені жек көреді, деп айқай салды әйелі. Ал сен неге су жұтып қойғандай үндемей тұрсың? Деп қыса түсті ол. Не айтайын? Айтсам да, айтпасам да, өз пікірің бар ғой. Деп жауап берді Ерлан. Пәтер туралы ештең айтқан жоқ деді. Күләш енді біздің бір бөлмелі пәтерге сыймайтынымызды түсінген шыға, ақыры ақылына келген болар. Мүмкін ұлының отбасы үшін өз пәтерін берер? Деп сөзін өз пайдасына бұрғысы келді Назерке. Анамның пәтерін ұмыт, және бұл әңгімені енді қозғаушы болма, деді Ерлан. Назерке ас үйге барып, шәйнекті плитаға қойды.
Не болды, апаң сені шаймен де тамақтандырмады ма? Деп мысқылдады Назерке, Ерлан үндемеді. Түсінікті деп жалғастырды Назерке, ол өзімшіл ғой. Тек өзі үшін өмір сүреді. Өз туған туысына, жақындарына қамқорлық жасаудың не екенін түсінбейді. Саған бутерброд жасап берейін бе? Деп сұрады ол. Ас үйден шық. Деп шыдай алмай қалды Ерлан, Назерке аң-таң болып қалды деді ол. Шық. Мен тыныш тамақтанып алайын дедім. Деп талап етті Ерлан, мәселе осында екен ғой. Кемпір құлағына бірдеңелерді сыбырлап үлгерген. Бізді ажыратқысы келеді. Кәрі шәлекей. Жалғызсырап жүр. Сені өзіне қайтарғысы келеді. Деп ашуланды Назерке, сені сұрағанымда жақсы болған екен деп Ерлан ызаланды. Ажырассаң саған не болатынын есіңде ұстап жүрсің бе? Деп қорқытты Назерке, мені үнемі неге қорқыта бересің деп ашуланды Ерлан. Мен кішкентай бала емеспін ғой. Анам маған қалай әсер етеді? Анамсыз-ақ сенің қандай адам екеніңді көріп отырмын. Өзіңді ақымақ етіп көрсеткің келмесе, анамның пәтеріне қатысты армандарыңды басқа адамдарға айтып жүрме. Сенің ашық айтқан сөздеріңнен адамдардың жүрегі айниды. Деп Ерлан айтып салды. Не болды? Гүлсім сенімен қол үзді ме? Бір ғана құрбың бар еді, ол да ақыры сенің қандай адам екеніңді түсінді. Деп жалғастырды Ерлан, мені олай атауға қақың жоқ деп ысылдады Назерке, саған айтайын, сен шынымен де арамсың. Бүгіннен бастап Санжармен қайтадан кездесетін боламын, соған бір ауыз сөз айтып көрші. Енді анаммен де өзім қалаған кезде араласамын. Түсіндің бе? Деді Ерлан. Назерке Ерланға таңданыстан шарасынан шыққандай болған көздермен қарап тұрды. Ол бірдеңе деп қарсы жауап бергісі келді, бірақ сөз таба алмай, судан шыққан балықтай аузын ашып жұмып қалды. Сосын жуынатын бөлмеге кіріп, ішінен жауып алды. Әке? Деп Айша дауыстады. Әке? Деп Ерланды шақырды ол. Ерлан қызының төсегінің жанына барды. Қызы орнынан тез тұрып, кішкентай қолдармен әкесінің мойнынан құшақтай алды да, оған тығыла түсіп, құлағына сыбырлады. Әке, мен сені қатты жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін. Деді қызы. Мен де сені жақсы көремін, ханшайымым. Деп жауап берді әкесі. Мен ханшайым емеспін, әке. Мен сенің қызыңмын. Деп қарсылық білдірді Айша. Әрине. Сен тек менің қызымсың. Деді Ерлан да Айшаны қолына көтеріп алды. Мен мамамның да қызымын. Деді Айша. Иә, мамаңның да қызсың деп күрсінді Ерлан, бірақ оның ойы сансаққа кетті. Ол қызынан қалай ажырамақ? Отбасындағы осы мәселелердің бәрін қалай шешпек? Анасы дұрыс айтты. Назерке оның өмірлік жары болуға лайық адам емес еді. Ол Айшасыз өмірін елестете алмайтын. Санжар да оның ұлы. Ол тіпті өзіне, Ерланға қатты ұқсайды. Ерлан әрине оны да жақсы көреді. Бірақ қызын жақсы көргендей ешкімді ешқашан жақсы көрмеген. Айшаны жан тәнімен сүйеді, ол үшін өмірінде қиюға дайын. Алайда анасының көңілін қалдырып, Назерке талап етіп отырған нәрсені орындауға бара алмайды, және ешқашан бармайды. Ерлан үйіне қайтып кетті. Ал Күләштің ойы санасына маза бермеді. Ұлына жаны ашыды. Ол Ерланның Назеркемен тек Айша үшін бірге тұрып жүргенін түсінді. Оның бұдан кейінгі өмірі, отбасылық жағдайы қалай болатыны анасына бәрібір емес еді. Түнгі ойдан таңғы ой артық дейді ғой. Сондықтан Ерланды шығарып салған соң, сергек ақылмен бәрін қайта таразылап, жақсы жаманын өлшеп, мәселені рет-ретімен ойлауды ұйғарды. Күләш ұлының отбасы бір бөлмелі пәтерге сыймай жүргенін түсінді. Мүмкін шынымен ұлымен баспананы ауыстырған дұрыс шығар деп ойлады. Жоқ, пәтерін ұлына да, келініне де рәсімдеп беруге болмайды. Ал жай ғана баспаналарын ауыстырса ше? Сонда Назерке тынышталып, Ерланның жүйкесін жұқартуын қояр, екеуінің жағдайы да түзеліп кетер ме еді. Бірақ Күләш бұл туралы неғұрлым көп ойлаған сайын, келініне жол бергісі соғұрлым азая түсті. Бұл Абайдың шығармасындағы тойымсыз кемпір секілді еді. Әуелі жаңа астау сұрап, кейін бүкіл теңізге билік жүргізгісі келген кемпір. Назерке де дәл сондай әйел. Айырмашылығы ол әлі жас.
Өзін патшайым деп атағаны несі? Қандай патшайым? Мен өмір бойы жұмыс істеп тек өзіме ғана сеніп келдім. Осы кооперативтік пәтерді де өз еңбегіммен таптым. Ешкімнен ештеңе сұраған емеспін. Ерлан 7 жаста болған кезде пәтерге ие болу құжатын алдым. Содан бері қанша жыл өтті, әлі осында тұрып келемін. Барлық көршілерімді білемін, өз подъездімдегілерді ғана емес, жанындағы 2 подъездегілерді де танимын. Күләш аудандық ауруханада дәрігер болып жұмыс істеді. Көптеген көршілері одан көмек сұрайтын. Ал ол қолынан келгенше көмектесетін. Ол осы жерде өсті, бүкіл ғұмыры осы жермен тамырласты. Енді ұлының пәтеріне бөтен ауданға көшіп кетпек пе? Бұл оның тамырын жұлып алғанмен бірдей еді. Осы пәтерге ол бүкіл жанын салды. Бұл оның үйі, оның қорғаны. Жоқ, ешкімге баспанасын бермейді. Келіні Айшаны дүниеге әкелгеннен кейін бір күнде жұмыс істеген жоқ. Ал баланың жасы 5-ке толды. Нағыз патшайым болса, ол Назерке. Ал өзі Күләш әлі күнге дейін жұмыс істеп жүр. Негізі, зейнетке шыққанына 6 жыл болған болар еді. Бірақ Күләш жұмыссыз отыра алмайды. Ол адамдарға керек, ал адамдар оған керек. Ал Назеркеге жұмыс керек емес. Оған 3 бөлмелі пәтер керек. Жоқ, айналайын, деді Күләш дауыстап. Барып өзіңде жұмыс істе, өзіңе керек дүниені өзің тап. Әлде шетелдегі демалыс орындарына деген тәбетіңді тым асырып жібердің бе? Менің пәтерімді көре алмайсың. Телефон шырылдады. Экранда Жанардың аты көрінді. Қайырлы таң, Күләш апай, деп бұрынғы келіні сөзді төпелете жөнелді. Денсаулығыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Деп сұрады ол. Қайырлы таң, Жанарым, денсаулығымыз қалай дейсің бе? Қазіргіше айтқанда, төлқұжаттағы мәлімет бойынша деп жауап берді Күләш, ал көңіл күйге келсек, ол құбылмалы нәрсе ғой. Сондықтан әр қалай. Өзің қалайсың? Санжар қалай? Оның математикадан өткен олимпиадасы қалай болды? Деп сұрады Күләш, сол үшінде телефон соғып тұрмын, ол олимпиаданың жеңімпазы атанды. Қазір ұйықтап жатыр, сондықтан мен сізбен сөйлесіп алайын дедім. Әйтпесе сіз күніңізді басқаша жоспарлап қойып, бізбен бірге кафеге барып, оның жеңісін атап өте алмай қалуыңыз мүмкін. Сағат 2-де сізге барамыз. Қалай қарайсыз? Деп сұрады Жанар. Күләш апай, немереңіздің жетістігіне бізбен бірге қуануға мүмкіндік табасыз ба, деді ол. Әрине, қуана барамын. Деп жауап берді Күләш, қазір маған қуаныш бұрынғыдан да қажет болып тұр. Жеңімпазды құттықтап, немереме сүйсініп қайтқым келеді. Егер Күләш сондай жаман адам болса, бұрынғы келіні онымен араласар ма еді? Достасып кеткен деуге келмейді, бірақ екеуінің қарым-қатынасы жақсы еді. Жанардың Санжардың Күләш үшін қаншалықты қымбат екенін түсінерлік парасаты бар. Ол Күләштің тұңғыш немересі, өз қаны. Әжесі оны жақсы көреді. Жанар бұған қуанады. Бірде Жанар Күләшке, сіздің Санжармен араласқаныңызға қуаныштымын. Күләш апай, оның сізден жаман нәрсе үйренбейтінін білемін. Оның үстіне, баламды неғұрлым көп адам жақсы көрсе, оған соғұрлым жақсы. Бала сүйіспеншілікке бөленіп өссе, одан артық не бар? Деген еді. Күләш еріксіз 2 келінін салыстыратын. Өмірге құштар, ақылды, әдепті Жанар ақымақтығымен көзге түсетін Назеркені әрдайым көлеңкеде қалдыратын. Ерлан Жанардан өз ақымақтығынан айырылды. Жоқ, Күләш ұлын ақтамайды. Ол Жанарға опасыздық жасады. Ал Жанар оны кешірмеді. Оның үстіне Ерлан одан кешірім де сұрамады. Кіммен опасыздық жасады дейсің? Назеркемен. Ал қазір Жанардың басқа күйеуі бар. Нұрлан мен шаңырақ көтергеніне 4-ші жыл болып келеді. Екеуінің жақсы тұрып жатқаннан бәрі көрініп тұр. Ал Ерлан Күләштің Жанар мен Ерланның ажырағанын қанша қаламағанын кім білсін. Ол Жанардан оны кешіруін сұраған. Ал Жанар мұңайып, тағдырға мойын сұнғандай, Күләш апай, Ерлан үшін неге сонша өтініп жүрсіз? Ол өзі үндемейді. Сірә, мен оған енді керек емес шығармын деген еді. Күләш Ерланнан да Жанардың алдында өкініп кешірім сұрауын өтінген. Қандай керемет отбасы еді. Ал Ерлан оған,
Жоқ, апа. Назерке жүктілігінің 3 айында. Біздің баламыз болады. Мен Назеркені жақсы көремін, апа. Ол да мені жақсы көреді, деп жауап берген. Енді сол махаббат қайда? Ол расымен болды ма өзі? Назерке үшін қалаға ілігу ғана керек болған екен. Бар болғаны осы. Кешке немересімен және бұрынғы келінімен кездесіп, көңілі көтеріліп, риза болып үйіне қайтты. Күләш подъездегі есіктен кіргенде ақ үй телефонының тынымсыз шырылдап жатқанын естіді. Алло, алло, деп тұтқаны көтерді. Раушан апа деген дауысы естілді. Назеркенің анасысыз ба? Деп сұрады ол. Иә, тыңдап тұрмын, деп сабырлы жауап берді Күләш. Бұл не масқара? Деп айқайлады Раушан, сенің балаң не істеп жүр өзі? Назерке телефон соқты, жылап отыр. Байғұс қызым, деп зарлады ол. Мәдениетті адамдар дегендерің осы ма? Қызымды соңғы адамдай балағаттайды. Деп ашуланды Раушан. Айқайламаңыз, деп сабырлы жауап берді Күләш. Сіздің Назеркеңіз де оңып тұрған жоқ. Менің пәтерім оған кереген. Ерланға қысым жасап, менен пәтерімді талап еткізгісі келеді. Бұған не дейсіз? Деді ол. Ол дұрыс айтып отыр. Сен онда 3 бөлмелі пәтерде жалғыз патшайымдай тұрасың. Ал олар 1 бөлмелі пәтерде қиналып отыр. Оларға көмектесуің керек. Пәтеріңді бер, деп талап етті Раушан. Мәссаған, деп ашуланды Күләш. Неге мен сіздің Назеркеңіздің көңілі үшін пәтерімді беруім керек, деп сұрады ол. Мен оларға пәтер алып бердім. Енді көмектесіп 2 бөлмелі пәтер алуларына жағдай жаса. Мен қолымнан келгенше көмектестім. Иә, мен патшайыммын, деді Күләш. Өйткені бұл пәтерді өз еңбегіммен таптым, оған құқылымын, деді ол. Біз ауылда өскен адамдардың пәтер алатын ақшасы қайдан болсын? Сендер қаладағылар жұмыс істеп ақша табасыңдар. Ал біз барға қанағат етіп өмір сүрдік. Сенің Назеркең де қазір қалада тұрып жатыр ғой, өзі барып жұмыс істеп пәтерге ақша тапсын. Ал күйеуі ше? Әйелі өзі жұмыс істеп өзі ақша тапса, күйеуі не үшін керек? Білесіз бе? Деп ашуланды Күләш. Сіз айтқандай, мен патшайым шығармын. Бірақ мен жұмыс істеймін. Жасым 66-да болса да. Ал жас әрі бейшара Назерке өзгенің есебінен өмір сүргісі келеді. Нағыз патшайым деген сол. Әдепсіздіктің патшайымы, деді Күләш. Раушан, маған енді ешқашан телефон соқпаңыз. Егер бірдеңе ұнамаса, бейшара Назеркеңізді өзіңізге алып кетіңіз. Біз ренжімейміз, деді Күләш. Балаңмен бірге алып кет дегенің бе? Баланы да тастап кетпекшісің бе? Деп айқайлады құдағиы. Өздері бала тауып алды да, енді керек емес пе? Баланы өсіру керек қой. Оған қанша ақша қажет екенін білесің бе? Бізде ақша қайдан болсын? Ерланнан алатын алимент те мардымсыз болады, оның үстіне өз ұлына да ақша төлейді. Сондықтан құдағи, жақсылап ойлан. Нағыз құрбан ана бол. Балаларына пәтеріңді бер, деп талап етті Раушан. Соңғы рет айтамын, өз пәтерінде тек мен ғана тұрамын. Басқа ешкім тұрмайды. Егер сіз айтқандай Айшаны асырауға шамаларыңыз жетпесе, оны бізге қалдырыңыз. Біз асыраймыз. Оны адам қатарлы тәрбиелейміз. Ал Назерке әлі жас, өзіне бір бай адам тауып алады. Біз оның шектен шыққан талаптарын орындай алмаймыз. Деп сөзін аяқтады Күләш. Ол Раушанның жауап сөзін тыңдамастан телефон тұтқасын қоя салды. Жаңа ғана көтеріңкі болған көңіл күйі бір сәтте басылып қалды. Кеудесін іштен тас басып тұрғандай бір түрлі қысылып кетті. Мұның жүйке әсерінен болған түйілу екенін түсінді. Сондықтан асүйге барып тыныштандыратын дәрісін ішті. Мына Ерлан өмірінде, менің өмірімді де құртты. Енді әлде бір арсыз әйелдер Назерке мен Раушан менің қалай өмір сүруім керегін шешкісі келеді. Күләшке ешкім ешқашан әмір жүргізген емес. Ал қартайған шағында осындай бұйрық бергіштер пайда болды, деп ойлады ол. Назерке апта бойы Ерланға өкпелеп енесіне ашуланып жүрді. Енесін өз пәтерінен қуып шығу мүлде мүмкін болмады. Анасы да Күләшпен келісімге келе алмады. Қырсық кемпір-ай, енемнің өлгенін күтуім керек пе? Оның қашан өлетіні белгісіз ғой.
Денсаулығы мықты әйел. Денсаулығында, тамағында қадағалайды. Мұндай адам 100 жыл жасайды. Сонда менің қазір армандағанымның бәрі де маған керек болмай қалатын шығар. Иә, Ерланмен асығыс байланысыппын. Үйленген еркекке жар болдым. Мен мұндай күйеуді армандаған жоқ едім. Басқаларға қарашы. Бай күйеулері бар, олардың ақшасына сәнденіп әдемі болып жүреді. Ал менде бәрі бар, сымбатым да, ұзын аяғым да, түрім де жаман емес. Жоқ, Ерланмен тым асығыс қосылыппын. Бірақ ол кезде басқа таңдауым болмады. Ал мен қалаға тамыр жайғым келді. Әдемі өмір сүргім келді. Кинодағыдай бай үй, қызметші, яхта, шетелге саяхат. Ал менің жолыма Ерлан түсті. Өз анасының пәтерін тартып әперуге оның шамасы да жетпейді. Іскерлік жігері жоқ. Мұндай жасық еркекпен сәнді өмір сүре алмайсың. Өмірімді өзгертуім керек. Жас кезімде. Әйтпесе осы бір бөлмелі пәтерде қартайғанша отырамын. Айшаны тәрбиелегілері келе ме? Жарайды, онда менде өз шартымды қоямын. Бірақ оның өтеуі болады. Деп ойлады Назерке. Айшаны балабақшадан алып кет деген хабарлама алды Ерлан Назеркеден. Мен анама бір аптаға кеттім, сендерден демалып алайын. Әрі қарай қалай өмір сүретінімізді асықпай ойланғым келеді. Деп жазды ол. Апаң қайда? Деп сұрады Айша. Мамаң Раушан әжеңе шаруамен кетті. Екеуміз ғана қаламыз. Сен менің қызымсың ғой. Деп жымиды Ерлан. Ол Айшаны қолына көтеріп бауырына басты. Мен мамамның да қызымын. Деді қыз. Әрине, жаным. Маманыңның да қызсың. Деп келісті Ерлан. Назерке ата-анасына кеткеннен кейін 2 күн өткен соң Айша анасын сағынып жылай бастады. Мен мамама барғым келеді. Әке, мама қашан келеді? Деп сұрады ол. Ерлан әйеліне күн сайын телефон соғатын, бірақ ол жауап бермейтін. Телефоны қосулы тұрса да, Ерланды әдейі елемейтін. Жарайды, мені елемесін. Бірақ баласы ше. Бір рет болса да телефон соқса болмай ма еді? Айшаның жағдайын сұрамай ма? Жоқ, еш хабар жоқ. Әке, деп жылады Айша. Мама қайда? Жылама, жаным. Ертең жұма, соңғы жұмыс күні. Кешке Раушан әжеңе барып, мамаңды алып қайтамыз да, енді ешқайда жібермейміз. Деп уәде берді Ерлан. Мұңайып отырған Айша енді жыламаймын деп келісіп келесі кешті сабырмен күтті. Көңілі көтеріліп анасына арнап сурет салуға отырды. Өздерің шешімдер. Деп айқайлады ашуланған Раушан. Өздерің істің басын бастадыңдар, енді салдарын өздерің көтеріңдер деп кетіп бара жатқан Ерланның артынан айқайлады ол. Мен тек Назеркенің қайда екенін сұрадым. Деп таңғалды Ерлан. Не деп айқайлап тұрсың? Назерке маған сендерге кеткенін жазды. Бала оны сағынып жүр. Сондықтан біз келдік, деді Ерлан. Назеркенің қайда екенін білмеймін. Ол маған есеп беріп отырған жоқ. Деп ашуланды Раушан. Өзі ересек адам. Менің алдымда есеп беретін жасы бар ма? Деп айқайлады ол. Құдағидың ашудан жылтыраған көзінен Ерлан оның өтірік айтып тұрғанын аңғарды. Ол Назеркенің қайда екенін жақсы біледі. Тек Ерланның Назеркені алып кетуге келеді деп мүлде күтпеген еді. Сондықтан сасқалақтап қалды. Сіз алаңдамайсыз ба? Қызыңыз қайда? Деп сұрады Ерлан. Жоқ, алаңдамаймын деп ернін қымқырды Раушан. Сөйтіп әңгіменің біткенін аңғартты. Айша, қызым, ұйықтайтын уақыт болды. Деп немересіне тіл қатты Раушан. Ал әкең түн ішінде сені іздеп сабылып жүр деп жалғастырды ол. Әйеліңді ренжітпеу керек, сонда артынан жүгіріп жүрмес едің. Деп күйеу баласына айтты Раушан. Ал мама қайда? Деп сұрады Айша. Жақында келеді. Шаруамен кетіп еді деп жауап берді Раушан. Қандай шаруамен? Деп сұрады Ерлан. Оның қандай шаруасы болуы мүмкін? Өзі еш жерде жұмыс істемейді ғой, деді ол. Үйге келген соң өзің сұрарсың. Деп жауап берді Раушан. Ал қазір ше? Түн болып кетті. Түнеп қаласыңдар ма, әлде? Деп сұрады ол. Әлде, деді Ерлан. Ол қызын көліктің балаларға арналған орындығына отырғызды да рөлге отырып жолға шықты. Алаңдап сабылып жүр екен. Анасының үйіне дейін баруға ерінбепті. Деп Назерке жол бойы мысқылдап отырды.
Анасы оған телефон шалып, Ерланның келгенін айтқан еді. Назерке жақсылап демалып алды. Бірақ енді үйге қайту керек. Осы жасық еркекпен ажырасып, армандаған өмірін бастау керек. Бассейні бар үлкен үйде, қызметшілермен, кез келген қыңырлығын орындайтын күйеумен. Міне, енді жолы болып тұр. Болашақ күйеуімен жақында соған тұрмысқа шығады. Күйеуі де қандай болмақ? Италиялық. Өзі де Италияда тұратын болады. Мұның бәрі Назеркенің Ерланды өзіне лайық нағыз еркек деп бір сәтте санамағаннан еді. Ол үшін Ерлан сынақ нұсқасы ғана қате таңдау. Күйеуімен жарты жыл бірге тұрғаннан кейін, егер өзін өзі ойламаса, өмір бойы Ерланның жалақысына телміріп өтетінін түсінді. Сондықтан интернеттен өзіне лайықты ер адамды талмай іздеді. Ақыры қуанышты жаңалық. Жасы үлкендеу болса да, дәулетті әрі келбетті италиялық ер адам оны қонаққа табанды түрде шақыра бастады. Екеуінің хат арқылы сөйлескеніне жарты жыл болды. Осы уақыт ішінде Назерке итальян тілінде тынбай үйреніп, Арманмен сөйлесіп, оның айтқанын түсінетін деңгейге жетті. Өзін барлық жағынан бақытты сезінген сол бір тамаша өмірден кейін оның жүдеу бір бөлмелі пәтерге қайта оралғысы келмеді. Бірақ амал жоқ, заңдық мәселелерді шешу керек. Арман оның қызы бар екенін білмейді. Оның мұны білуі де міндетті емес. Әйтпесе үйлену туралы ойын өзгертіп жіберуі мүмкін. Шетелдіктердің ойында не барын кім білсін. Сәлем, деп пәтерге кірген Назерке мұрнын тыжырайта тартты. Бір жағымсыз иіс еркін тыныстауына кедергі келтіріп тұрғандай еді. Ол бұл иістің қандай екенін жақсы білді, кедейліктің иісі. Арманның вилласынан кейін бұл бір бөлмелі пәтер оған жоқшылықтың шыңындай көрінді. Сәлем, деп Ерлан ықылассыз жауап берді де, әйелінің күнгі күйген, қалада демалып келген адамға тән өңін байқады. Ерлан үндемеді. Ол Назеркенің бір апта бойы қайда жүргеніне түсінік берерін күтті. Бірақ Назерке ештеңе түсіндірместен диванның үстіне жаңа киімдерін жайып жатты. Ол дүкен аралап сатып алған заттарына келгендей ғана кейіп танытты. Бір апта бойы қайда болғанын түсіндіруге мүлде ниеті жоқ еді. Ерлан ашуланып, оны ұрып жібермеу үшін әрең өзін ұстап тұрды. Бір апта бойы қайда жүрдің? Деп ақыры сұрады ол. Демалдым, деп Назерке риза жымиды. Неден шаршайсың? Жұмыс істеп жатқан жоқсың ғой. Деп айтып салды Ерлан. Жететтеп кенет айқайлады Назерке, мені жұмыс істеуге итермелей бергенің жетеді. Енді маған сенің билігің жүрмейді. Қандай билік? Деп сұрады Ерлан. Не сандырақтап тұрсың? Ажырасамыз. Мен сенен кетемін. Деп айқайлады Назерке. Жоқшылықта өмір сүргеннен шаршадым. Шетелге кетемін. Мені ол жақта күтіп отыр. Деп жариялады ол. Ажырасқан бойда Италияға қайта барамын. Сен анаңмен бірге өз 3 бөлмелі пәтерінде тұра бер. Ал мен бассейні бар виллада өмір сүремін. Деп жалғастырды ол. Ерлан оны балағаттап ұрып жібергісі келіп тұрды. Бірақ сол сәтте Айша оянып, мама, деп шақырды. Қыз төсегінен тұра сал анасына қарай жүгіріп барып, оны құшақтап екі бетінен сүйді. Мама, мен сені күтіп отырдым. Ал сен келмедің де келмедің. Әкең сенің шаруаң бар деді. Деді қыз. Мама, енді менсіз ешқайда кетпеші. Жақсы ма? Деп өтінді ол. Мен сені қатты сағындым. Өте қатты. Деді Айша. Қыз анасын қаншалықты сағынғанын көрсету үшін көзін жұма түсті. Мен де сені сағындым. Деп Назерке қызының басынан сипат. Қарашы, саған қандай көйлек әкелдім. Қуыршақты әкелдім. Қандай әдемі. Мұны көрген құрбыларыңның бәрі қызығады. Деді ол. Не деп тұрсың? Құрбылары қызығады деген не сөз? Деп Ерлан олардың әңгімесіне араласты. Балаға не үйретіп жатырсың? Деп сұрады ол. Әдемі ғой. Деді Айша. Бірақ бәрібір, мама, сен меніңше көйлек пен қуыршақтан да әдемісің. Өйткені мен сені қатты жақсы көремін. Деді қыз. Айша тағы да көзін жұма түсті. Айша, барып қуыршағыңмен ойна. Деді Назерке. Ал Ерлан, мен саған баланы бермеймін.
Есіңде болсын. Айшаны шетелге алып кетуіңе рұқсат бермеймін. Сен ештеңе істей алмайсың. Бала осы елдің азаматы. Түсіндің бе? Деді. Түсіндім. Деп жауап берді Назерке. Мен Айшаны осында, сенің қасыңда қалдыра аламын. Бірақ менің шарттарым бар. Менің талаптарыма көнсең, бала сендермен қалады. Ал көнбесең, екеуміз әлі таласамыз. Заңмен де, заңсыз жолмен де күресемін. Ал Айша менімен бірге кетеді. Мен оның анасымын. Анасының құқығы басым. Деп қорқытты Назерке. Күләш Сейітова Ерланның анасы, Айша мен Санжардың әжесі. Ұзақ жылдар бойы дәрігер болып еңбек еткен. Жасы ұлғайғанымен әлі де жұмысын тастамаған әйелі. Ол ұлының отбасына үнемі көмектесіп жүретін. Бір кездері Ерланға да Назеркеге де бір бөлмелі пәтер алып берген. Бір бөлмелі болса да, екеуі әлі жас, жұмыс істеп ақша жинап кейін кеңірек баспана алуға болады деп ойлаған. Бірақ Назерке мұнымен келіспейтін. Ол қазір өмірдің қызығын көру керек, өйткені адам өмірі қысқа деп есептейтін. Оның ойынша, ақша жинап кейін баспана алуға болады, ал қазіргі сәтті қайтара алмайсың. Күләш мұндай көзқарасқа араласпауға тырысатын. Бұл олардың өмірі, олардың отбасы, олардың ақшасы. Өз қаражатын өз қалағанша жұмсауға құқығы бар деп өзін жұбататын. Бүгін Назеркенің туған күні еді. Күләш ұлының үйіне келінін құттықтауға қолына гүл шоғын ұстап келді. Бұл жолы сыйлықтың орнына ақша беруді жөн көрді. Қалаған затын өзі сатып алсын деп ойлады ол. Назерке енесіне амалсыз жымиды. Асүйде тамақ әзірлеп жатқандықтан Күләш сыйлаған гүлді үстел үстіне қарамай лақтырып жіберді де, сыйлық салынған конверттегі ақшаны мұқият санап шықты. Ақша көңілінен шыққан болу керек, сондықтан енесіне бұрынғыдан тәуірірек жымиды. Күләш үстел үстінде сусыз қалған нәзік гүлдерге қынжылды. Ол бөлмеге барып құмыра әкеліп гүлдерді суға қойды. Мыналарды балконға шығарып қойыңызшы деді Назерке енесіне қарамай. Иісі тым өткір екен, адамды тұншықтырады. Күләш гүлге айтылған сөздің өзіне де қатысты екенін жақсы түсінді. Жарайды деді ол. Онда мүлде керек болмаса қоқысқа тастай салайын ба? Деп шыдамай айтып қалды. Артынша бұл сөзіне өзі өкініп қалды. Мерекенің шырқын бұзғысы келмеген еді. Бірақ айтылған сөзді қайтара алмайсың. Назерке үндемеді де, біраздан кейін ештеңе болмағандай, қоқысқа тастаудың қажеті жоқ. Егер сізге сонша ұнаса, үйге қайтарда өзіңіз алып кетерсіз деді. Қонақтар көп емес еді. Ерлан мен Назеркенің отбасылық достары және Назеркенің құрбысы Гүлсім 5 жасар ұлы Бекзатпен келген. Бекзат пен Айша секіріп билеп тіпті ән де айтты. Күләш немересіне қарап күлімсіреді. Балалар мәз болатын. Балалық шақтың қызығы да осындай емес пе, қай жерде жүрсе де ойнап күліп қуанып жүреді. Назерке үй иесі ретінде дастарханды жақсы әзірледі. Жұрт оны дәмді тағамдар үшін ғана емес, елгезек, мәдениетті, әдепті әйел деп те мақтап жатты. Күләш үшін бұл қасиеттердің бәрі таңсық еді. Өйткені ол Назеркенің бойынан мұндай мінезді бұрын соңды байқамаған. Керісінше көргені өктемдік, дөрекілік пен тәкаппарлық. Ал елгезектік туралы айтудың өзі артық еді. Күләш ауырып қалса, келіні ешқашан телефон соқпайтын. Тіпті өзі сау жүрген кезде де хабарласпайтын. Бірдеңе керек болса, енесіне өзі бармай, Ерланды жұмсайтын. Жылына 2 рет қана өзінің туған күнінде және әйелдер мерекесінде Назерке күйеуі мен қызы Айшаны ертіп келіп Күләшті құттықтайтын. Ал басқа уақытта Күләшке тек ұлы Ерлан келетін. Оның өзі 2 аптада 1 рет қана. Рас, Ерлан анасына күн сайын телефон соғатын, жұмыстан қоңырау шалатын. Кейде Күләш ұлынан үйден неге телефон соқпайтынын сұрағысы келетін. Бірақ өзі іштей сезіп жүрген, естуге қорқатын шындықты баласы айтып қояма деп тартынатын. Сондықтан бәрі осылай бола берсін. Ең бастысы, Ерлан Назеркемен бақытты болсын. Алла тағала өзі жар болсын деп қоятын. Ерланның алғашқы отбасы бұзылған еді. Сол некеден туған Санжар деген ұлы бар, бірақ ол әкесімен өте сирек араласатын. Сондықтан Күләш Ерланның бұл некесі де бұзылып кетпесе екен деп қорқатын. Сол себепті келіннің кейбір қылығын ұнатса да, ұнатпаса да үндемей жүретін.
Бірақ бүгін Назеркенің туған күніндегі дастарханда Күләш келіннің өзіне неге соншалықты суық қарайтынының себебін білді. Дәлірек айтқанда, келіннің құрбысымен сөйлескен сөзін байқамай естіп қойды. Құрбылары ас үйде отырған еді. Күләш жуынатын бөлмеден шығып, ас үйдің жанынан өтіп бара жатқанда Назеркенің сөзін естіп қалды. Сен енеңді неге сонша жек көресің, түсінбеймін. Өзі жаман әйел емес сияқты. Ұқыпты, мәдениетті. Айшаны да немерем деп жақсы көреді. Менің бұрынғы енеме қарашы, немересі бар ма, жоқ па, бәрібір. Бізге анда-санда келіп баланың аузына тым құрыса бір кәмпитте салып кеткен емес. Ал сенің енең сағанда Ерланға да қанша сыйлық әкеледі. Оның үстіне қалай өмір сүру керегін айтып, мазаларыңа тимейді деді. Гүлсім, Болат екеуміздің ажырағанымызға 3 жыл болды. Бірақ бұрынғы енем әлі күнге дейін ақыл айтады. Мынаны дұрыс істемедің, ананы дұрыс істемедің дейді. Ал сен мына енеңе неге шыдап жүрсің? Қуып жіберсеңші, бітті. Деді Назерке, мен оны қуып жібере алмаймын. Оның үстіне ондай ойымда жоқ. Кейде Бекзатқа қарап көмектеседі. Керек болса баланы қадағалап отырады, бала бақшадан алып кетеді. Сол үшін оған ризамын. Бірақ сенің Күләш апайға деген қарым-қатынасыңды қалай түсінуге болады? Сендер арасында мүлде қарым-қатынас жоқ деуге бола ма? Ерлан саған бұл туралы ештеңе айтпай ма? Деп сұрады Гүлсім. Егер сенің күйеуің сенің ата-анаңа, сен оның анасына қарайтындай қараса, не болар еді, деді ол. Мен оған қалай қараймын? Қалыпты қараймын. Ұрыспаймын, бірақ ерекше жақсы көрмеймін де. Бөтен адам ғой. Өз адамың емес, деп жауап берді Назерке. Күләштің бүкіл денесі ширығып кетті. Жүрегі қатты соғып, бойын ыстық леп шарпығандай болды. Бірақ ол әрі қарай да тыңдай берді. Ал ол саған не істеді? Деп сұрады Гүлсім. Мәселе де сонда. Ештеңе істеген жоқ. Бізді бір бөлмелі пәтерге тыққанда, өзі 3 бөлмелі пәтерде жалғыз патшайымдай өмір сүріп отыр. Ал біз пәтер жалдап тұрамыз. Деді Назерке. Енеңнің тым құрыса бір бөлмелі пәтер алып бергеніне шүкіршілік етсеңші. Оны елемей жүргенің дұрыс емес. Назерке жан, өмір деген болжауға келмейтін нәрсе. Ертең не боларын ешкім білмейді. Ол Айшаны жақсы көреді, ұлын жақсы көреді, сені де жақсы көрер еді. Онымен жылы сөйлессеңші. Жылы сөздің өз адамға медет қой, деп Гүлсім құрбысын райынан қайтаруға тырысты. Оған жағымпазданып жүруім керек пе? Деп ашуланды Назерке. Жалғыз өзі 3 бөлмелі пәтерде патшайымдай өмір сүріп отыр. Ал біз үшеуміз бір бөлмелі пәтерге сыймай жүрміз. Сонда мен тағы оған жылы сөйлеуім керек пе? Оның үстіне мені оның 3 бөлмелі пәтерінің кімге қалатыны алаңдатады. Ерланға айтамын, күндердің күнінде пәтерін басқа біреуге беріп жібермей тұрғанда менің атыма жазсын. Ал мына бір бөлмелі пәтерді өз атына рәсімдесін. Ерланға мұны анасына айтуға батылы жетпей жүрме? Деп сұрады Гүлсім. Қалайша басқа біреуге кетуі мүмкін, деді ол. Мынауың не сөз? Неге сенің атыңа жазуы керек? Деп ашуланды Гүлсім. Ең болмаса Ерланның атына жазсын. Ал сенің өзіңе қарасам, Гүлсім, ертеңіңді ойламайсың, бүгінмен ғана өмір сүресің. Ал мен өз отбасымның жағдайын ойлаймын. Оның болашағын ойлаймын. Ал сен не ойлап таптың? Деді Назерке. Түсінбей тұрмын. Ерланның алғашқы некесінен туған ұлы бар екенін өзің білесің. Күләш апайдың басына бір ой келіп қалса қайтесің? Ол пәтерін немересіне жазып беруі мүмкін. Оның үстіне пәтерін Ерланның атына жазса да, Ерланға бірдеңе болса, оның ұлы да сол пәтерден өз үлесін талап ете алады. Енді түсіндің бе? Деп түсіндірді Назерке. Гүлсім үнсіз қалды. Ал Күләш естіген сөздерінен есеңгіреп, орнынан қозғалмай тұрып қалды. Біраздан соң Гүлсім айтылған сөздердің мәнін толық түсінгендей болды. Менің түсінгенім, сен енеңнің де, Ерланның да өлгенін күтіп отырғандайсың. Сол күн туа қалса, Күләш апайдың пәтері сенің атыңда болса екен, тек Ерланның ұлына ештеңе тимес екен дейсің. Назерке, сенің енеңе деген жек көрушілігіңнің себебін сұрағаным қандай жақсы болған. Сенмен қанша жылдан бері құрбымын, бірақ бүгін ғана сені мүлде танымайтынымды түсіндім. Бұл үйде 1 минутта қалмаймын.
деді Гүлсім. Осындай бір әңгіменің маған сонша әсер ететінін ешқашан ойламаппын. Сенімен қанша жылдан бері араласамын, бірақ бойыңдағы ең басты нәрсені, арамдықты осы уақытқа дейін байқамаппын, деп ашуын жалғастырды ол. Тоқтай тұр, Гүлсім. Сен өз отбасың үшін бәріне дайын емессің бе? Деп сұрады Назерке. Отбасың жақсы жағдайда өмір сүрсе екен деп қаламайсың ба? Деді ол. Қалаймын, бірақ мұндай жолмен емес. Бұл нағыз арамдық қой. Мұны өзің түсінбейсің бе? Деп сұрады Гүлсім. Өз отбасым үшін кез келген арамдыққа барамын деп ашық мойындады Назерке. Мұның отбасыға қандай қатысы бар? Сенің бар ұмтылысың өзің үшін, өз жайың үшін ғана. Ал Ерлан сенің мына қияли жоспарларыңның бәрін қалай тыңдап жүр? Деп сұрады Гүлсім. Ол да анасына және өз ұлына осылай қарауға дайын ба? Деді ол. Әзірге дайын емес. Бірақ мен берілмеймін. Оны бәрібір көндіремін. Саған бір сыр айтайын, құрбым. Күләш апай мәдениетті әрі ақылды адам. Сондықтан аяқ астынан пәтерін сенің атыңа рәсімдей салмайды. Ерланның да тәрбиесі мұндай нәрсені анасына ұсынуға жетпейді. Ақылыңа кел, құрбым. Ерлан сенің орындалмайтын жоспарларыңнан шаршап, сені тастап кетпей тұрғанда тоқта. Әйтпесе сен тек иемденгің келіп жүрген пәтерден ғана емес, күйеуіңнен де айырылып қаласың. Ана бір бөлмелі пәтерден де айырылып, бала шағаңмен ата-анаға қайтасың. Деп ескертті Гүлсім. Біреудің несібесіне көз тікпе деген сөз бар. Қалағаныңның бәрі бірден бола қоймайды. Ерлан ешқайда кетпейді. Ол Айшаны қатты жақсы көреді және кетсе, қызын енді көре алмайтынын біледі. Ол қайда кетеді? Өз пәтерінен бе? Кететін адам сенсің. Түсіндің бе? Ақымақ, ашкөз, ессіз әйел. Осы сәттен бастап мені құрбың деп есептемей-ақ қой. Деді Гүлсім де ас үйден шығып кетті. Гүлсім дәлізге шыққанда қабырғаға сүйеніп, өңі қашып тұрған Күләшті көрді. Бәрін естідіңіз бе? Деп сұрады ол. Иә, деп қысқа ғана жауап берді Күләш. Маған жаман болып тұр, деді Күләш. Ерланды шақырыңызшы деп өтінді Гүлсім. Ерлан, деп айқайлады ол. Ерлан, тезірек бері кел. Ерлан анасына қарай ұмтылды. Апа, апа, деді ол. Жедел жәрдем шақыр. Назерке, жедел жәрдем шақыр. Деп айқайлады Ерлан. Жоқ, балам, жедел жәрдемнің қажеті жоқ. Мені үйіме апар, деді Күләш. Жоқ, апа. Ол жерде жалғыз қалай боласың? Бізде қала бер. Бірдеңе болса жедел жәрдем шақырамыз. Өтінемін, деп жалынды ұлы. Мені үйіме апар, деп табандады Күләш. Мен қазірдің өзінде көлік шақыртып қойдым. Қаласаңыз, өзім сізбен бірге бара аламын. Егер қарсы болмасаңыз, Күләш апай, ертеңге дейін сізбен бірге болайын, деді Гүлсім. Ал сен, Ереке, ертеңге дейін менің қасымда бола аласың ба? Деп сұрады. Әрине, апа. Әрине, деді Ерлан. Назерке ас үйден шығып, болып жатқан жағдайға немқұрайды қарап тұрды. Ол енесінің Гүлсімге өзін тыңдап тұрғанын мойындағанын естіді. Бірақ Назерке өзін кінәлі сезінген жоқ. Оның ойынша енесі өзіне өзі кінәлі. Біреудің әңгімесін тыңдап тұрып, кейін жүрегін ұстап, ауру болып жатудың қажеті не? Оның үстіне Ерланды да алып кетпекші. Сөйтіп оған Назерке туралы небір жаман сөздерді айтып, мені уламақ. Ерлан, деді Назерке, мен анамның қасында түнеп қаламын. Ол маған мұқтаж, деді Ерлан. Не істесең де өзің біл, деп жауап берді Назерке. Менімен кім санасады өзі? Мен туралы шешімді өзіме айтпай, сырттай қабылдай береді. Деп артынан айқайлады ол. Қайда барсаң, сонда бар. Бір түн қалғың келсе де, өмір бойы қалғың келсе де, қала бер. Деп айқайлай берді. Ерлан анасының үйіне барған соң, Күләш диванға жатты. Апа, бәрібір жедел жәрдем шақырмаймыз ба? Деп сұрады ол. Жоқ, балам. Ас үйде, сөреде дәрі тамшылары бар. 40 тамшы тамызып берде, қою емес, жылы тәтті шай дайында. Денем тоңып қалтырап тұр, деді Күләш. Ол үстіне көрпе жамылып алып, жылап жіберді. Міне, апа, тамшыларың. Асықпа, асықпа. Неге жылап жатырсың? Бір жерің ауыра ма?
Қай жерің ауырады? Деп сұрады Ерлан. Күләш дәрісін ішіп, баласының қолынан шай құйылған кесені алды да ұрттап іше бастады. Ыстық шай оның көз жасымен араласып жатты. Жоқ, апа, бұлай болмайды, деді Ерлан да жедел жәрдем шақыру үшін телефон нөмірін тере бастады. Қой, балам. Жедел жәрдем жан жарасын емдемейді, деді Күләш. Менің жаным ауырып тұр. Сен үшін ауырып тұр, балам. Соншалық ауырды, ішім өртеніп бара жатқандай, деп мойындады анасы. Не болды? Деп түсінбей қалды Ерлан. Апа, бірдеңені жасырып отырсың ба? Санжарға бірдеңе болды ма? Аллаға шүкір, бәрі жақсы, балам. Тек сенің ұлыңмен дерлік араласпайтыныңды есептемегенде, деді Күләш. Ерлан үнсіз қалды. Сосын анасының қолындағы бос кесені алып, онда не болды? Деп сұрады. Сен үшін жан жайдан жай ауырмайды, балам. Бүгін жаным қатты ауырды. Сенің қалай және кіммен бірге тұратыныңды білгенде есімнен танып қала жаздадым. Байғұс балам. Деп Күләш жылап аң-таң болып отырған Ерланды құшақтады. Түсінбедім. Неге мен байғұс боламын? Тоқтай тұршы, апа. Деп Ерлан анасын өзінен сәл алыстатты. Не болып жатқанын дұрыстап түсіндірші, деді ол. Бүгін Назеркенің шын болмысын көрдім. Жоқ, бұрын да бәрін көретімін. Соқыр емеспін. Бірақ бүгін оның әйел ретінде де, адам ретінде де қадірі жоқ екеніне тағы бір көзім жетті, деді анасы. Апа, сөзіңе абай бол. Назерке бөтен адам емес. Ол менің әйелім, қызымның анасы. Сондықтан бұл сөздеріңді түсіндіруге тура келеді, деді Ерлан. Оның аузынан сенің маған қысым жасап, пәтерімді оның атына жазуға көндіруіңді талап етіп жүргенін естідім. Ол саған мұны тура солай айтты ма? Деп сұрады Ерлан. Ол Гүлсімге айтты. Мен естіп қойдым, деп жауап берді анасы. Бірақ артынша оның қолынан ұстап, саусақтарын сипай отырып, Ерлан, апа, мен саған мұны ешқашан ұсынған жоқпын және ұсынбаймын да, деді. Ол Гүлсімге сені бәрібір көндіретінін айтып мақтанды. Сен оның алдында иіле беретін адамсың ба, сені қайта-қайта қысымға ала беретіндей? Деп сұрады Күләш. Апа, асыра айтпа, деп өтінді Ерлан. Мен асыра айтып тұрмын ба? Мен оның өзін жақсы көруге мәжбүрлей алмаймын. Бірақ ол сені де жақсы көрмейді. Өзін осылай ұстайтынына қарағанда солай ғой, деді Күләш. Оның мені жақсы көретіні не, көрмейтіні не? Біз отбасымыз. Біздің қызымыз бар, деп қарсылық білдірді Ерлан. Сонда сендер махаббат үшін емес, тек қыздарың бар болғандықтан және отбасыға ұқсайтын бірдеңелерің болғандықтан бірге тұрып жүрсіңдер ме? Білесің бе, Ерлан, мен үнемі үндемедім. Сені онымен бақытты деп ойладым. Ал қазір сендердің араларыңда бақыттың иісі де жоқ екеніне анық көзім жетіп отыр. Сен оның алдында тұтқын секілдісің, не айтса, соны істейсің, деді анасы. Бәрін емес, деп жауап берді Ерлан. Мен сенің пәтеріне қатысты саған қысым жасап отырған жоқпын. Бірақ бұл ешқашан болмайды деген сөз емес. Сенің пәтеріңді оның атына жазуға көндіріп жіберуі мүмкін деп қорқамын. Сонда сен маған, балам, сен мен туралы осылай ойлайсың ба? Дерсің, деді ол ауыр күрсініп. Апа, мен сенің балаңмын. Мені өзің тәрбиеледің. Сонда мені осындай іске бара алады деп ойлайсың ба? Деп сұрады ол. Бүгінгі дейін бара алмайсың деп ойлайтынмын. Ал қазір оның сені соны айтуға мәжбүрлейтініне күмәнім жоқ. Сен оның дегеніне көп нәрсені істейсің, деді Күләш. Енді шынын айтшы, неге үйден маған ешқашан телефон соқпайсың, деп сұрады анасы. Назеркенің менімен сөйлескеніме ашуланбау үшін, деп мойындады Ерлан. Ол үнсіз қалды. Тағы бір сұрақ, неге Санжармен дерлік араласпайсың? Деп сұрады анасы. Бұл сұрақтың жауабын мен білемін. Өйткені ол саған ұлыңмен кездесуге тыйым салады, ал сен соның айтқанына көніп жүрсің. Енді айтшы, балам, үнемі оның айтқанымен жүре бермекшісің бе, әлде өз отбасыңда сөзі өтетін ер азаматсың ба? Деп сұрады Күләш. Ерлан біраз үнсіз отырды да, артық жанжал болғанын қаламаймын. Жанжалды ұнатпаймын. Үйде бала өсіп келеді. Оның жүйкесіне бәрі дұрыс болғанын қалаймын, деді. Ал оның айтқанының бәрін үнсіз істей берген дұрыс деп ойлайсың ба? Деп сұрады анасы.
Ерлан, мен сені осындай қорқақ етіп тәрбиеледім деп ойламаппын. Деп күйінді Күләш. Апа, мына сөзің не? Маған некемнің сәтсіз екенін айтқың келе ме? Сен өзің мұны сезіп тұрған жоқсың ба? Деп сұрады Ерлан. Ерлан, сенің бір ғана өмірің бар, өзіңді тапты ба? Жоқ, мен отбасында бір-біріне жол беру керек дегенді қолдаймын. Бірақ адамды ашықтан ашық билеп төстеу деген шектен шығу. Түсін, балам, өмір бір-ақ рет беріледі. Сенде екінші өмір болмайды. Ал қасыңдағы адам сенің адамың емес. Деді Күләш нық дауыспен. Бірақ онда менің балам бар. Деп қарсылық білдірді Ерлан. Апа, жарты жылдан кейін 40-қа толамын. Бұл екінші некем. Енді тағы үйленуім керек пе? Ойланып көрші, апа. Ол жақта менің ұлым әкесіз, өгей әкесімен өсіп келеді. Енді Айшаны да өгей әкесі тәрбиелеуі керек пе? Деп сұрады ол. Ал Санжар неге әкесінің назарынсыз өсіп келеді? Өйткені сен ұлыңмен кездеспейсің. Оның үстіне Санжарды тәрбиелеуге араласпау сенің өз қалауың емес пе? Деді анасы. Үндемей қалдың ба? Өйткені менің сөзім дұрыс. Бұған Назерке тыйым салып отыр. Деді Күләш. Апа, мұны саған айтқым келмеді. Мен Назеркемен ажыраспақ болғамын. Бірақ ол мені Айшамен боп салап жүр. Егер ажырассам, қызымды енді көрмейтінімді айтты. Деп мойындады Ерлан. Сонда сен беріліп қойдың ба? Мұндайды сот талай рет орнына қойған. Деп ашуланды Күләш. Балам, саған айтайын, мұндай арсыз әйелдер болады. Кешір, балам, оны әйел деуге тілім бармайды. Әйел деген атқа лайық емес. Ал арсыз деген сөз дәл келеді. Сенің Назеркең секілді әйелдер ер азаматтарды не жүйке күйзелісіне, не ауыр дертке жеткізіп түбіне жетеді. Мұндай өмірдің соңы не болатынын ойладың ба, балам? Мұқият ойлан. Ойлан да есіңді жи. Мүмкін мен қазір мұның бәрін өз пәтерім үшін айтып отыр деп ойлайтын шығарсың. Балам, пәтерімді саған қимай отырғаным жоқ. Егер сендердің шынымен тату тәтті отбасы екендеріңді көрсем, пәтерімді сендерге берер едім. Бірақ кешір, мен сендерден отбасы көріп тұрған жоқпын. Мен ашкөз, ақымақ, ашулы әйелді, және сол әйелдің жетегінде кеткен еркекті көріп тұрмын. Оның сені қайда апарары белгісіз. Мұның бәрін бұрыннан байқап жүрдім, бірақ араласпадым. Сені онымен бақытты шығар деп ойладым да, үндемедім. Енді түсіндім, үндемегенім бекер екен. Ол сені әбден қаштады, балам. Сен үшін қорқамын. Саған жаным ашиды. Ана жүрегім сен деп ауырады. Деп сөзін аяқтады Күләш. Күләш ұлының шаршаған жүзіне қарап отырды. Оған соншалық жаны ашыды, сәл ғана шыдаса тағы да жылап жіберетіндей еді. Бірақ енді жылауға болмайды, ұлын одан әрі мұңайтуға болмайды. Ол баласының ағара бастаған қою шашын сипап, шаршадың ғой, балам. Саған шай дайындап берейін. Ал барып демал, деді. Ерлан үйіне қайтты. Ал Күләштің ойы санасына маза бермеді. Ұлына жаны ашыды. Ол Ерланның Назеркемен тек Айша үшін бірге тұрып жүргенін түсінді. Оның бұдан кейінгі өмірі, отбасылық жағдайы қалай болатыны анасына бәрібір емес еді. Түнгі ойдан таңғы ой артық деген бар. Сондықтан Ерланды шығарып салған соң, сергек ақылмен бәрін қайта таразылап, жақсы жаманын өлшеп, мәселені рет-ретімен ойлауды ұйғарды. Күләш ұлының отбасы бір бөлмелі пәтерге сыймай жүргенін түсінді. Мүмкін шынымен ұлымен баспананы ауыстырған дұрыс шығар деп ойлады. Жоқ, пәтерін ұлына да, келініне де рәсімдеп беруге болмайды. Ал жай ғана баспаналарын ауыстырса ше. Сонда Назерке тынышталып, Ерланның жүйкесін жұқартуын қояр. Екеуінің жағдайы да түзеліп кетер ме еді. Бірақ Күләш бұл туралы неғұрлым көп ойлаған сайын, келініне жол бергісі соғұрлым азая түсті. Бұл Абайдың бір шығармасындағы тойымсыз кемпірді еске түсірді. Әуелі жаңа астау сұрап, кейін бүкіл теңізге биліп жүргізгісі келген кемпір сияқты. Назерке де дәл сондай әйел. Айырмашылығы ол әлі жас. Өзін патшайым деп атағаны несі? Қандай патшайым? Мен өмір бойы жұмыс істеп тек өзіме ғана сеніп келдім. Осы пәтерді де өз еңбегіммен таптым. Ешкімнен ештеңе сұраған емеспін.
Ерлан 7 жаста болған кезде пәтерге ие болу құжатын алдым. Содан бері қанша жыл өтті, әлі осында тұрып келемін. Барлық көршілерімді білемін. Өз подъездімдегілерді ғана емес, жанындағы 2 подъездегілерді де танимын. Күләш аудандық ауруханада дәрігер болып жұмыс істеді. Көптеген көршілері одан көмек сұрайтын. Ал ол қолынан келгенше көмектесетін. Ол осы жерде өсті, бүкіл ғұмыры осы жермен тамырласты. Енді ұлының пәтеріне бөтен ауданға көшіп кетпек пе? Ол оның тамырын жұлып алғанмен бірдей еді. Осы пәтерге ол бүкіл жанын салды. Бұл оның үйі, оның қорғаны. Жоқ, ешкімге баспанасын бермейді. Назерке Айшаны дүниеге әкелгеннен кейін бір күнде жұмыс істеген жоқ. Ал баланың жасы 5-ке толды. Нағыз патшайым болса, ол Назерке. Ал өзі Күләш әлі күнге дейін жұмыс істеп жүр. Негізі, зейнетке шыққанына 6 жыл болған болар еді. Бірақ Күләш жұмыссыз отыра алмайды. Ол адамдарға керек, ал адамдар оған керек. Ал Назеркеге жұмыс керек емес. Оған 3 бөлмелі пәтер керек. Жоқ, айналайын, деді Күләш дауыстап. Барып өзіңде жұмыс істе, өзіңе керек дүниені өзің тап. Әлде шетелдегі демалыс орындарына деген тәбетіңді тым асырып жібердің бе? Менің пәтерімді көре алмайсың. Сол сәтте телефон шырылдады. Экранда Жанардың аты көрінді. Қайырлы таң, Күләш апай, деді бұрынғы келіні асығыс сөйлеп. Денсаулығыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Деп сұрады ол. Қайырлы таң, Жанарым, денсаулығымыз қалай дейсің бе? Қазіргіше айтқанда, құжаттағы жасымызға сай, деп жауап берді Күләш. Ал көңіл күйге келсек, ол құбылмалы нәрсе ғой. Сондықтан әр қалай. Өзің қалайсың? Санжар қалай? Оның математикадан өткен олимпиадасы қалай болды? Деп сұрады ол. Сол үшін де телефон соғып тұрмын, ол олимпиаданың жеңімпазы атанды. Қазір ұйықтап жатыр. Сондықтан сізбен сөйлесіп алайын дедім. Әйтпесе сіз күніңізді басқаша жоспарлап қойып, бізбен бірге дәмханаға барып, оның жеңісін атап өте алмай қалуыңыз мүмкін. Сағат 2-де сізге барамыз. Қалай қарайсыз? Күләш апай, немереңіздің жетістігіне бізбен бірге қуануға мүмкіндік табасыз ба? Деп сұрады Жанар. Әрине, қуана-қуана барамын. Қазір маған қуаныш бұрынғыдан да қажет болып тұр. Жеңімпазды құттықтап, немереме сүйсініп қайтқым келеді, деп жауап берді Күләш. Егер Күләш сондай жаман адам болса, бұрынғы келіні онымен араласар ма еді? Достасып кеткен деуге келмейді, бірақ екеуінің қарым-қатынасы жақсы еді. Жанар Санжардың Күләш үшін қаншалықты қымбат екенін түсінетін. Ол Күләштің тұңғыш немересі, өз қаны. Әжесі оны жақсы көреді. Жанар бұған қуанады. Бірде Жанар Күләшке, сіздің Санжармен араласқаныңызға қуаныштымын. Күләш апай, оның сізден жаман нәрсе үйренбейтінін білемін. Оның үстіне, баламды неғұрлым көп адам жақсы көрсе, оған соғұрлым жақсы. Бала сүйіспеншілікке бөленіп өссе, одан артық не бар? Деген еді. Күләш еріксіз 2 келінін салыстыратын. Өмірге құштар, ақылды, әдепті Жанар ақымақтығымен көзге түсетін Назеркені әрдайым көлеңкеде қалдыратын. Ерлан Жанардан өз ақымақтығынан айырылды. Жоқ, Күләш ұлын ақтамайды. Ол Жанарға опасыздық жасады. Ал Жанар оны кешірмеді. Оның үстіне Ерлан одан кешірім де сұрамады. Кіммен опасыздық жасады дейсің? Назеркемен. Ал қазір Жанардың басқа күйеуі бар. Нұрланмен шаңырақ көтергеніне 4-ші жыл болып келеді. Екеуінің жақсы тұрып жатқаннан ақ бәрі көрініп тұр. Ал Ерлан Күләштің Жанар мен Ерланның ажырағанын қанша қаламағанын кім білсін. Ол Жанардан оны кешіруін сұраған. Ал Жанар мұңайып, тағдырға мойын сұнғандай, Күләш апай, Ерлан үшін неге сонша өтініп жүрсіз? Ол өзі үндемейді. Сірә, мен оған енді керек емес шығармын деген еді. Күләш Ерланнан да Жанардың алдында өкініп кешірім сұрауын өтінген. Қандай керемет отбасы еді. Ал Ерлан оған, жоқ, апа. Назерке жүктілігінің 3-ші айында. Біздің баламыз болады. Мен Назеркеге сенемін, апа. Ол да мені жақсы көреді, деп жауап берген. Енді сол махаббат қайда?
Ол расымен болды ма өзі? Назеркенің қалаға тамыр жаю ғана керек болған екен. Бар болғаны осы. Кешке немересімен және бұрынғы келінімен кездесіп, көңілі көтеріліп, риза болып үйіне қайтты. Күләш подъездегі есіктен кіргенде ақ үй телефонының тынымсыз шырылдап жатқанын естіді. «Алло, алло!» деп тұтқаны көтерді. «Раушан апа» деген дауысы естілді. «Назеркенің анасысыз ба?» деп сұрады ол. «Иә, тыңдап тұрмын» деп сабырлы жауап берді Күләш. «Бұл не масқара?» деп айқайлады Раушан. «Сенің балаң не істеп жүр өзі?» Назерке телефон соқты, жылап отыр. «Байғұс қызым» деп зарлады ол. «Мәдениетті адамдар дегендерің осы ма? Қызымды соңғы адамдай балағаттайды» деп ашуланды Раушан. «Айқайламаңыз» деп сабырлы жауап берді Күләш. «Сіздің Назеркеңіз де оңып тұрған жоқ. Менің пәтерім оған кереген. Ерланға қысым жасап, менен пәтерімді талап еткізгісі келеді. Бұған не дейсіз?» деді ол. «Ол дұрыс айтып отыр. Сен онда 3 бөлмелі пәтерде жалғыз патшайымдай тұрасың. Ал олар 1 бөлмелі пәтерде қиналып отыр. Оларға көмектесуің керек. Пәтеріңді бер» деп талап етті Раушан. «Мәссаған» деп ашуланды Күләш. «Неге мен сіздің Назеркеңіздің көңілі үшін пәтерімді беруім керек?» деп сұрады ол. «Мен оларға пәтер алып бердім. Енді көмектесіп 2 бөлмелі пәтер алуларына жағдай жаса». «Мен қолымнан келгенше көмектестім. Иә, мен патшайыммын. Өйткені бұл пәтерді өз еңбегіммен таптым. Оған құқылымын» деді Күләш. «Біз ауылда өскен адамдардың пәтер алатын ақшасы қайдан болсын? Сендер қаладағылар жұмыс істеп ақша табасыңдар. Ал біз барға қанағат етіп өмір сүрдік. Сенің Назеркең де қазір қалада тұрып жатыр ғой, өзі барып жұмыс істеп пәтерге ақша тапсын. Ал күйеуі ше? Әйелі өзі жұмыс істеп өзі ақша тапса, күйеуі не үшін керек? Білесіз бе?» деп ашуланды Күләш. «Сіз айтқандай, мен патшайым шығармын. Бірақ мен жұмыс істеймін. Жасым 66-да болса да. Ал жас әрі бейшара Назерке өзгенің есебінен өмір сүргісі келеді. Нағыз патшайым деген сол. Әдепсіздіктің патшайымы» деді Күләш. «Раушан, маған енді ешқашан телефон соқпаңыз. Егер бірдеңе ұнамаса, бейшара Назеркеңізді өзіңізге алып кетіңіз. Біз ренжімейміз» деді Күләш. Балаңмен бірге алып кет дегенің бе? Баланы да тастап кетпекшісің бе?» деп айқайлады құдағиы. «Өздері бала тауып алды да, енді керек емес пе? Баланы өсіру керек қой. Оған қанша ақша қажет екенін білесің бе? Бізде ақша қайдан болсын? Ерланнан алатын алимент те мардымсыз болады, оның үстіне өз ұлына да ақша төлейді. Сондықтан құдағи, жақсылап ойлан. Нағыз құрбан ана бол. Балаларына пәтеріңді бер» деп талап етті Раушан. «Соңғы рет айтамын, өз пәтерімде тек мен ғана тұрамын. Басқа ешкім тұрмайды. Егер сіз айтқандай Айшаны асырауға шамаларыңыз жетпесе, оны бізге қалдырыңыз. Біз асыраймыз. Оны адам қатарлы тәрбиелейміз. Ал Назерке әлі жас, өзіне бір дәулетті адам тауып алады. Біз оның шектен шыққан талаптарын орындай алмаймыз» деп сөзін аяқтады Күләш. Ол Раушанның жауап сөзін тыңдамастан телефон тұтқасын қоя салды. Жаңа ғана көтеріңкі болған көңіл күйі бір сәтте басылып қалды. Кеудесін іштен тас басып тұрғандай бір түрлі қысылып кетті. Мұның жүйке әсерінен болған түйілу екенін түсінді. Сондықтан ас үйге барып тыныштандыратын дәрісін ішті. Мына Ерлан өмірін де, менің өмірімді де құртты. Енді әлде бір арсыз әйелдер Назерке мен Раушан менің қалай өмір сүруім керегін шешкісі келеді. Күләшке ешкім ешқашан әмір жүргізген емес. Ал қартайған шағында осындай бұйрық бергіштер пайда болды деп ойлады ол. Назерке апта бойы Ерланға өкпелеп енесіне ашуланып жүрді. Енесін өз пәтерінен қуып шығу мүлде мүмкін болмады. Анасы да Күләшпен келісімге келе алмады. «Қырсық кемпір-ай, енемнің өлгенін күтуім керек пе? Оның қашан өлетіні белгісіз ғой. Денсаулығы мықты әйел. Денсаулығында, тамағында қадағалайды. Мұндай адам 100 жыл жасайды. Сонда менің қазір армандағанымның бәрі де маған керек болмай қалатын шығар.
Иә, Ерланмен асығыс байланысыппын. Үйленген еркекке жар болдым. Мен мұндай күйеуді армандаған жоқ едім. Басқаларға қарашы. Бай күйеулері бар, олардың ақшасына сәнденіп әдемі болып жүреді. Ал менде бәрі бар. Сымбатымда, ұзын аяғымда, түрімде жаман емес. Жоқ, Ерланмен тым асығыс қосылыппын. Бірақ ол кезде басқа таңдауым болмады. Ал мен қалаға тамыр жайғым келді. Әдемі өмір сүргім келді. Кинодағыдай бай, қызметші, яқта шетелге саяхат. Ал менің жолыма Ерлан түсті. Өз анасының пәтерін тартып әперуге оның шамасы да жетпейді. Іскерлік жігері жоқ. Мұндай жасық еркекпен сәнді өмір сүре алмайсың. Өмірімді өзгертуім керек. Жас кезімде. Әйтпесе осы бір бөлмелі пәтерде қартайғанша отырамын. Айшаны тәрбиелегілері келеме? Жарайды, онда менде өз шартымды қоямын. Бірақ оның өтеуі болады. Деп ойлады Назерке. Айшаны балабақшадан алып кет деген хабарлама алды Ерлан Назеркеден. Мен анама бір аптаға кеттім, сендерден демалып алайын. Әрі қарай қалай өмір сүретінімізді асықпай ойланғым келеді. Деп жазды ол. Апаң қайда? Деп сұрады Айша. Мамаң Раушан әжеңе шаруамен кетті. Екеуміз ғана қаламыз. Сен менің қызымсың ғой. Деп жымиды Ерлан. Ол Айшаны қолына көтеріп бауырына басты. Мен мамамның да қызымын. Деді Айша. Әрине, жаным. Маманыңның да қызсың. Деп келісті Ерлан. Назерке ата-анасына кеткеннен кейін 2 күн өткен соң Айшанасын сағынып жылай бастады. Мен мамама барғым келеді. Әке, мама қашан келеді? Деп сұрады ол. Ерлан әйеліне күн сайын телефон соғатын, бірақ ол жауап бермейтін. Телефоны қосулы тұрса да Ерланды әдейі елемейтін. Жарайды, мені елемесін. Бірақ баласы ше. Бір рет болса да телефон соқса болмай ма еді? Айшаның жағдайын сұрамай ма? Жоқ, еш хабар жоқ. Деп ойлады Ерлан. Әке, деп жылады Айша. Мама қайда? Жылама, жаным. Ертең жұма, соңғы жұмыс күні. Кешке Раушан әжеңе барып, мамаңды алып қайтамыз да, енді ешқайда жібермейміз. Деп уәде берді Ерлан. Мұңайып отырған Айша енді жыламаймын деп келісіп келесі кешті сабырмен күтті. Көңілі көтеріліп анасына арнап сурет салуға отырды. Өздерің шешімдер. Деп айқайлады ашуланған Раушан. Өздерің істің басын бастадыңдар, енді салдарын өздерің көтеріңдер деп кетіп бара жатқан Ерланның артынан айқайлады ол. Мен тек Назеркенің қайда екенін сұрадым. Деп таңғалды Ерлан. Не деп айқайлап тұрсың? Назерке маған сендерге кеткенін жазды. Бала оны сағынып жүр. Сондықтан біз келдік, деді Ерлан. Назеркенің қайда екенін білмеймін. Ол маған есеп беріп отырған жоқ. Деп ашуланды Раушан. Өзі ересек адам. Менің алдымда есеп беретін жасы бар ма? Деп айқайлады ол. Құдағиның ашудан жылтыраған көзінен Ерлан оның өтірік айтып тұрғанын аңғарды. Ол Назеркенің қайда екенін жақсы білетін. Тек Ерланның Назеркені алып кетуге келеді деп мүлде күтпеген еді. Сондықтан сасқалақтап қалды. Сіз алаңдамайсыз ба? Қызыңыз қайда? Деп сұрады Ерлан. Жоқ, алаңдамаймын деп ернін қымқырды Раушан. Сөйтіп әңгіменің біткенін аңғартты. Айша, қызым, ұйықтайтын уақыт болды. Деп немересіне тіл қатты Раушан. Ал әкең түн ішінде сені іздеп сабылып жүр деп жалғастырды ол. Әйеліңді ренжітпеу керек, сонда артынан жүгіріп жүрмес едің. Деп күйеу баласына айтты Раушан. Ал мама қайда? Деп сұрады Айша. Жақында келеді. Шаруамен кетіп еді деп жауап берді Раушан. Қандай шаруамен? Деп сұрады Ерлан. Оның қандай шаруасы болуы мүмкін? Өзі еш жерде жұмыс істемейді ғой, деді ол. Үйге келген соң өзің сұрарсың, деп жауап берді Раушан. Ал қазір ше? Түн болып кетті. Түнеп қаласыңдар ма, әлде? Деп сұрады ол. Әлде, деді Ерлан. Ол қызын көліктің балаларға арналған орындығына отырғызды да рөлге отырып жолға шықты. Алаңдап сабылып жүр екен. Анасының үйіне дейін баруға ерінбепті. Деп Назерке жол бойы мысқылдап отырды. Анасы оған телефон шалып Ерланның келгенін айтқан еді. Назерке жақсылап демалып алды. Бірақ енді үйге қайту керек. Осы жасық еркекпен ажырасып армандаған өмірін бастау керек.
Бассейні бар үлкен үйде. Қызметшілермен. Кез келген қыңырлығын орындайтын күйеумен. Міне, енді жолы болып тұр. Болашақ күйеумен. Жақында соған тұрмысқа шығады. Күйеуі де қандай болмақ? Италиялық. Өзі де Италияда тұратын болады. Мұның бәрі Назеркенің Ерланды өзіне лайық нағыз еркек деп бір сәтте санамағаннан еді. Ол үшін Ерлан уақытша таңдау ғана, қате шешім. Күйеуімен жарты жыл бірге тұрғаннан кейін, егер өзін өзі ойламаса, өмір бойы Ерланның жалақсына телміріп өтетінін түсінді. Сондықтан интернеттен өзіне лайықты ер адамды талмай іздеді. Ақыры қуанышты жаңалық. Жасы үлкендеу болса да, дәулетті әрі келбетті Италияда тұратын ер адам оны қонаққа табанды түрде шақыра бастады. Екеуінің хат арқылы сөйлескеніне жарты жыл болды. Осы уақыт ішінде Назерке итальян тілінде тынбай үйреніп, Арманмен сөйлесіп, оның айтқанын түсінетін деңгейге жетті. Өзін барлық жағынан бақытты сезінген сол бір тамаша өмірден кейін оның жүдеу бір бөлмелі пәтерге қайта оралғысы келмеді. Бірақ амал жоқ, заңдық мәселелерді шешу керек. Арман оның қызы бар екенін білмейді. Оның мұны білуі де міндетті емес. Әйтпесе үйлену туралы ойын өзгертіп жіберуі мүмкін. Шетелдіктердің ойында не барын кім білсін. Сәлем, деп пәтерге кірген Назерке мұрнын тыжырайта тартты. Бір жағымсыз иіс еркін тыныстауына кедергі келтіріп тұрғандай еді. Ол бұл иістің қандай екенін жақсы білді, кедейліктің иісі. Арманның вилласынан кейін бұл бір бөлмелі пәтер оған жоқшылықтың шыңындай көрінді. Сәлем, деп Ерлан ықылассыз жауап берді де, әйелінің күнгі күйген, демалып келген адамға тән өңін байқады. Ерлан үндемеді. Ол Назеркенің бір апта бойы қайда жүргеніне түсінік берерін күтті. Бірақ Назерке ештеңе түсіндірместен диванның үстіне жаңа киімдерін жайып жатты. Ол дүкен аралап сатып алған заттарына келгендей ғана кейіп танытты. Бір апта бойы қайда болғанын түсіндіруге мүлде ниеті жоқ еді. Ерлан ашуланып өзін әрең ұстап тұрды. Бір апта бойы қайда жүрдің? Деп ақыры сұрады ол. Демалдым. Деп Назерке риза жымиды. Неден шаршайсың? Жұмыс істеп жатқан жоқсың ғой. Деп айтып салды Ерлан жететтеп кенет айқайлады Назерке мені жұмыс істеуге итермелей бергенің жетет. Енді маған сенің билігің жүрмейді. Қандай билік? Деп сұрады Ерлан не сандырақтап тұрсың? Ажырасамыз. Мен сенен кетемін. Деп айқайлады Назерке жоқшылықта өмір сүргеннен шаршадым. Шетелге кетемін. Мені ол жақта күтіп отыр. Деп жариялады ол. Ажырасқан бойда Италияға қайта барамын. Сен анаңмен бірге өз 3 бөлмелі пәтерінде тұра бер. Ал мен бассейні бар виллада өмір сүремін. Деп жалғастырды ол. Ерлан оған қатты ашуланды. Бірақ сол сәтте Айша оянып, мама, деп шақырды. Қыз төсегінен тұра сала анасына қарай жүгіріп барып, оны құшақтап екі бетінен сүйді. Мама, мен сені күтіп отырдым. Ал сен келмедің де келмедің. Әкең сенің шаруаң бар деді. Деді қыз. Мама, енді менсіз ешқайда кетпеші. Жақсы ма? Деп өтінді ол. Мен сені қатты сағындым. Өте қатты. Деді Айша қыз анасын қаншалықты сағынғанын көрсету үшін көзін жұма түсті. Мен де сені сағындым. Деп Назерке қызының басынан сипат. Қарашы, саған қандай көйлек әкелдім. Қуыршақты әкелдім. Қандай әдемі. Мұны көрген құрбыларыңның бәрі қызығады. Деді ол. Не деп тұрсың? Құрбылары қызығады деген не сөз? Деп Ерлан олардың әңгімесіне араласты. Балаға не үйретіп жатырсың? Деп сұрады ол. Әдемі ғой. Деді Айша, бірақ бәрібір, мама, меніңше, сен көйлек пен қуыршақтан да әдемісің. Өйткені мен сені қатты жақсы көремін. Деді қыз. Айша тағы да көзін жұма түсті. Айша, барып қуыршағыңмен ойна. Деді Назерке, ал Ерлан, мен саған баланы бермеймін. Есіңде болсын. Айшаны шетелге алып кетуіңе рұқсат бермеймін. Сен ештеңе істей алмайсың. Бала осы елдің азаматы. Түсіндің бе? Деді. Түсіндім.
деп жауап берді Назерке. Мен Айшаны осында, сенің қасыңда қалдыра аламын. Бірақ менің шарттарым бар. Менің талаптарыма көнсең, бала сендермен қалады. Ал көнбесең, екеуміз әлі таласамыз. Заңмен де, заңсыз жолмен де күресемін. Ал Айша менімен бірге кетеді. Мен оның анасымын. Анасының құқығы басым. Деп қорқытты Назерке. Мен анамын. Сондықтан менің құқығым басым. Деп қорқытты Назерке. Қандай анасың? Бір апта бойы бір ретте телефон соқпадың. Балаңның жағдайын сұрамадың. Оған не болғанын білмедің. Ал оған не болады деп ойлайсың? Бір апта бойы жоқ болдың. Деп ашуланды Ерлан. Жылады ма? Сағынды ма? Балалар солай болады. Олар үнемі жылайды. Деп Назерке немқұрайды жауап берді. Сонда не қалайсың? Түсінбедім. Бізге қандай шарт қойғалы отырсың? Деп сұрады Ерлан. Мен Айшаны сендермен қалдырамын. Бірақ сендер мына бір бөлмелі пәтерді менің атыма рәсімдейсіңдер. Шартым осы. Деп Назерке менменси күлді. Алаяқ. Қызыңды пәтер үшін сатып отырсың ба? Деп айқайлады Ерлан. Сенен әр нәрсе күтуге болатын еді. Бірақ мұндайды күтпеп едім. Ажырасатын болсақ, маған бірдеңе тиесілі болуы керек қой. Деді Назерке. Не үшін саған бірдеңе тиесілі болуы керек? Бұл тіпті менің пәтерім емес. Бұл анамның пәтері. Деді Ерлан. Онда сараң анаңмен сөйлес. Тезірек шешімдер. Менің жақында кетуім керек. Деп асықтырды Назерке. Виллада тұратын болсаң, мына бір бөлмелі пәтер саған не үшін керек деп сұрады Ерлан. Керек болып қалуы мүмкін деп жауап берді ол. Әр түрлі жағдай болады. Мені сенімен өмір сүріп жатқанда осындай жасық адамға айналып кетеді деп ойладым ба? Өз анаңнан пәтерді сұрап ала алмадың. Сондықтан маған қосалқы баспана керек. Деді Назерке. Сен не деп тұрсың деп таңғалды Ерлан. Шынымен де біз осы елдің айтқанының бәріне көне береміз бе деп сұрады ол. Мен мына екі пәтердің де ақшасын өз еңбегіммен таптым. Енді тапқанымды шашып біреуге бере саламын ба? Жоқ, тіпті ойлама. Деп Күләш қарсы болды. Апа, егер ол Айшаны алып кетсе қайтеміз? Деп сұрады Ерлан. Қызымды ешқайда алып кете алмайды деді Күләш. Бірақ заң бойынша анасының құқығы бар ғой деді Ерлан. Ал 9 жыл бойы қызына қарамаған адамның құқығы қандай болады деп сұрады Күләш. Білмеймін, апа деді Ерлан. Сондықтан адвокатпен сөйлес. Қызды қалай қорғауға болатынын заң жолымен анықта. Бірақ менің пәтерімді Назеркеге бермеймін. Бұған жол жоқ, деді Күләш. Ерлан анасының сөзін үнсіз тыңдады. Апа, мен сенің пәтеріңді тартып алғым келмейді. Бірақ Айшаны жоғалтып алудан қорқамын деді ол. Балам, қызды жоғалтпау үшін оның алдында әке болып қалуың керек. Оған қамқор бол. Ал Назеркенің қорқытуына көнбе. Деді Күләш. Сол күннен кейін Ерлан қызын жалғыз қалдырмауға тырысты. Айша үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға дайын болды. Ал Назерке болса Италияға кетіп арман мен жаңа өмір бастау жоспарын өзгерткен жоқ. Ол күйеуінен ажырасып қызының қамқорлығын өзіне тиімді шартқа айналдыруды ойлады. Бірнеше күннен кейін ол шынымен шетелге ұшып кетті. Айша әкесінің және Күләш әжесінің қолында қалды. Күләш немересіне мейірімін төгіп, оның көңілін аулауға тырысты. Ал Ерлан қызының анасын ұмытып, жаңа өмірге бейімделуіне көмектесті. Бірақ Айша кішкентай кезінде анасын көп ойлайтын. Мама қашан келеді? Деп қайта-қайта сұрайтын. Уақыт өте келе бұл сұрақ сирей бастады. Ерлан да Күләш те оған Назерке туралы жаман сөз айтпауға тырысты. Олар қыздың жүрегінде анасына деген өшпенділік қалыптасқанын қаламады. Алайда Назерке шетелден анда-санда ғана хабарласып қызымен сөйлескісі келетін. Бірақ уақыт өте келе оның қоңыраулары да тоқтады. Айша өсіп мектепке барды. Ол Меруертпен және Аяламен де жақын араласып кетті. Меруерт Ерланның кейінгі өмірлік серігі болды. Аяла Айшадан кіші болса да, оған сіңілісіндей болып кетті. Меруерт сабырлы, мейірімді, ұяң әрі еңбекқор әйел еді. Айша оны шын анасы секілді жақсы көріп өсті. Меруерт те Айшаны өз қызындай қабылдады. Бір күні Айша әкесіне, әке, менің екі анам бар ма? Деп сұрады.
Ерлан сәл ойланып, сенің дүниеге әкелген анаң бар. Ал сені күн сайын бағып қағып, тәрбиелеп жүрегіне сыйдырған анаң бар деді. Айша бұл сөзді үнсіз қабылдады. Ол үшін ана деген қасында болған, ауырып қалса жанынан табылған, мектепке шығарып салған, түнде көрпесін жауып қойған меруерт еді. Күләштей немересінің осы үйде бақытты болып өскенін көріп қуанды. Жылдар өтті. Айша 14 жасқа толды. Ол сабырлы, ақылды, тәрбиелі қыз болып өсті. Бір күні мектептен келгенде телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір екен. Алло, деді Айша. Сәлем, сұлу қыз. Жасым қанша? 14 пе? Деп бейтаныс әйел сұрады. Бұл кім? Деп Айша шошып кетті. Әке? Әке? Деп ол өңі қашып абдырап әкесін шақырды. Айша дірілдеген қолымен телефонды Ерланға ұсынды. Бұл кім? Деп сұрады. Ерлан, білмеймін деді Айша иығын қиқан еткізіп. Алло, сәлем, танымай тұрсың ба? Деді телефонның ар жағындағы әйел. Ерлан дауысты бірден танымады. Бірақ сөйлеу мәнерінен, дауыс ырғағынан оның кім екенін аңғарды. Таныдым деді Ерлан. Не үшін телефон соғып тұрсың? Баланың мазасын алып, деп ашуланды ол. Сен болмадың. Енді керекте емессің, деді Ерлан. Тек туған күнімен құттықтайын деп едім деді Назерке. Мен анамын, құқылымын, деді ол. Сенің ешқандай құқығың жоқ, деп жауап берді Ерлан. Сен анада емессің деп айқайлады ол. Сенен 9 жыл бойы хабар болған жоқ. Сондықтан ана болу құқығымды өзің жоғалттың, деді Ерлан. Сені атана құқығынан айырғанын ұмытпа деп ескертті ол. Айшаның басқа анасы бар. Заң жағынан қалай екенін білмеймін деді Ерлан. Ал қан жағынан мен оның анасымын деп қарсылық білдірді Назерке. Қан деген сөз бәрін шешпейді деді Ерлан. Ал ар-ұят ше деп сұрады Назерке. Сен менің ар-ұятымды ойладың ба деп сұрады Ерлан. Мені аяшы деді Назерке. Сені аяудың орнына саған айтарым, енді телефон соқпа. Айшаны мазалама. Баланың жанын жаралаудың саған қажеті жоқ, деді Ерлан. Баланы деп сұрады Назерке. Ол енді бала емес. Ол бой жетіп қалды. 14 жаста. Мен оған өзіммен бірге Италияға кетуді ұсынғым келеді. Қалай ойлайсың, ол келісер ме екен? Деді Назерке. Ерлан телефонды үнсіз ұстап тұрды. Ол қызының тағдырын Назеркеге сеніп тапсыра алмайтынын анық білді. Айша әкесінің жүзінен алаңдаушылықты көріп, оның қолынан ұстап қалды. Әке, ол кім? Деп сұрады қыз. Ерлан қызына қарап, өткен өмірден қалған адам деді. Айша бұл сөзді түсінбеді. Бірақ әкесінің оны құшақтап бауырына басқанын сезді. Сол сәтте ол өзін қауіпсіз жерде екенін түсінді. Бірнеше күннен кейін Назерке тағы хабарласты. Бұл жолы ол Айшамен жеке сөйлескісі келетінін айтты. Ерлан бастапқыда қарсы болды. Бірақ Күләш, егер қыз өзі сөйлескісі келсе, шындықты өз құлағымен естігені дұрыс. Тек жалғыз жіберме деді. Айша анасы екен деп жүрген әйелмен кездесуге келісті. Кездесу дәмханада өтті. Іште адам аз еді. Екеуіне ешкім кедергі келтірмейтін тыныш орын болатын. Назерке өзіне кофе, Айшаға лимон қосылған шай мен тәтті тоқаштар алды. Айша шайын ішті, бірақ тәттіге қол тигізбеді. Же, Айшажан, дәмді ғой деп Назерке үгіттеді. Мен сізді тыңдап отырмын деді Айша ересек адамша байыппен. Иә, қызы өскен. Бұл жолы ересек адамның әңгімесі болмақ. Бұрын кішкентай Айшаны құшақтап сүйіп басынан сипасаң, ол анасына бірден елжіреп кететін. Ал қазір алдында өз ойы қалыптасқан, өтірік еркелетуге алданбайтын бойжеткен отыр. Мені кешірші, Айша деп бастады Назерке. Саған жасағаным үшін де, жасамағаным үшін де кешірім сұраймын деді ол. Артынша өзін ақтауға кірісті. Жас едім, ақымақ едім, деді ол. Айша үндемеді. Назерке қызының жауабын күтті. Үнсіздікке шыдай алмай, Айшажан, мен сенің анаңмын. Сен менің қызымсың. Мұны ештеңе өзгерте алмайды. Мені кешірші, деп жалынды. Сізге менің кешірімім не үшін керек?
деп терезеге қарап отырып сұрады. Айша, оны не үшін қалайсыз, деді ол. Сіз 9 жыл бойы менсіз өмір сүрдіңіз. Ал қазір ғана есіңізге түстім. Оның үстіне өзіңізді ақтайтын сөзіңіз де дайын тұр. Қазір сізді тыңдап отырмын, тіпті сізге жаным ашитындай. Түсінемін, сіз мұнда жақсы өмірден қайтып келген жоқсыз. Егер Италиядағы өміріңіз жақсы болса, бұл жаққа келмес едіңіз. Менің кешірімім де керек болмас еді. Солай емес пе? Деп сұрады. Айша анасының көзіне тіке қарап, шындықты көргісі келді. Жоқ, олай емес. Деп қарсылық білдірді. Назерке адам есейген сайын жас кезінде жасаған қателіктерін түсіне бастайды, деді ол. Айша анасының сөзін тыңдап отырды. Бірақ оның жүрегіндегі 9 жылдық өкпе бір сәтте жоғалып кеткен жоқ. Сіз мені неге тастап кеткеніңізді түсіндіруге тырысып отырсыз. Бірақ мен сіздің өміріңізде 9 жыл бойы болған жоқпын. Сіз мені іздеген жоқсыз. Бір рет болса да жағдайымды сұрамадыңыз. Мен ауырдым ба, қуандым ба, мектепке бардым ба, ештеңе білмедіңіз, деді Айша. Мен қателестім, деді Назерке. Иә, қателестіңіз. Бірақ менің балалық шағымды қайтарып бере алмайсыз, деді Айша. Сіз кеткенде мен кішкентай едім. Сізді күтетінмін. Әкемнен күн сайын, мама қашан келеді деп сұрайтынмын. Әжем де сізді жамандаған жоқ. Мені сізге қарсы қоймады. Ал Меруерт апай мені өз қызындай тәрбиеледі. Мен ауырғанда жанымда болды. Мен қорыққанда қасымда отырды. Мектепке барғанда шығарып салды. Түнде ауырып қалсам, ұйықтамай қасымда отырды. Сіз ол жылдары қайда болдыңыз? Деп сұрады Айша. Назерке үнсіз қалды. Мен Италияда болдым, деді ол ақырын. Иә, сіз Италияда болдыңыз. Мен өз өмірімде болдым, деді Айша. Сіз менің анам екеніңізді енді ғана есіңізге түсірдіңіз. Ал менің анам мені өсірген адам. Мен оны мама деп атаймын, деді қыз. Мен сенің анаңмын, деп Назерке қайта-қайта қайталады. Қан жағынан солай шығар. Бірақ ана болу тек дүниеге әкелумен бітпейді, деді Айша. Назерке көз жасын сүртті. Мен сені қатты жақсы көремін, деді ол. Айша оған біраз үнсіз қарап отырды. Сіз мені жақсы көрген шығарсыз. Бірақ махаббаттың өзі жеткіліксіз. Балаға қасында болатын адам керек. Мен сізді жек көргім келмейді. Бұрын сізге қатты ашуланатынмын. Өйткені мен сізді күттім. Кейін күте-күте шаршадым. Содан соң сіз туралы ойламауға тырыстым, деді Айша. Мен сенімен бәрін қайта бастағым келеді, деді Назерке. Бірақ менің өмірім сіз кеткен жерде тоқтап қалған жоқ. Мен өстім. Менің әкем бар. Әжем бар. Меруерт апай бар. Аяла бар. Менің отбасым бар, деді Айша. Мен де сол отбасымның бір бөлігі болғым келеді, деді Назерке. Айша ауыр күрсінді. Білмеймін, оны уақыт көрсетеді, деді ол. Бірақ мен сізге бір нәрсені анық айтамын. Мені Италияға алып кету туралы ойды ұмытыңыз. Мен өз үйімнен, әкемнен, әжемнен, Меруерт апайдан кеткім келмейді, деді Айша. Назерке қызының мұндай жауап беретініне дайын емес еді. Ол сериалдардағыдай кешірілген қызы анасына ұмтылып барып құшақтайды деп ойлаған. Сөйтіп бәрі бақытты болады, отбасылар араласады, соңында бәрі татуласады деп елестеткен. Бірақ өмір кино емес еді. Бұл біздің алғашқы әрі соңғы әңгімеміз болсын, деді Айша. Мені бұрынғыдай жақындасуға мәжбүрлей алмайсыз. Оның үстіне сіз ата-ана құқығынан әлдеқашан айырылғансыз. Мені Меруерт апай асырап алды. Ол менің анам. Ал сіз, деп тоқтап қалды Айша. Түсіндім, енді ештеңе айтпа, қызым, деді Назерке. Назерке дәл қазір орнынан тұрып кетуі керек екенін түсінді. Бірақ бір минуттай үнсіз отырды. Көз жасына ерік бермеуге тырысты. Терең дем алып, бойын жинап дірілдеген дауыспен, мен сені енді мазаламаймын, Айшажан, деді. Біраз үнсіз отырған соң, бақытты бол. Мен бақытты бола алмадым. Ал сен бақытты бол, деді. Назерке орнынан тұрып, дәмханадан шығып кетті. Ол қызы отырған терезенің жанына жақындап, басын көтеріп, Айшаға мұңая қарап, жымиды да әрі қарай жүріп кетті. Айша анасының тұман арасымен иығы түсіп, жалғыз кетіп бара жатқан сұлбасын көріп отырды. Сұлба біртіндеп алыстап кішірейе берді. Ақыры көзден ғайып болды.
Сол сәтте Айшаның жүрегіндегі бос қалған бір бұрышқа анасына деген аяушылық сезімі кірді. Дәмханадан шыққанда кеш қарая бастаған еді. Айша асығыс жүрді. Тіпті жүгіріп келе жатты. Үйіне асықты. Өйткені оны үйде әкесі, меруерт анасы және Аяла күтіп отырған. Ол олардың алаңдағанын қаламады. Өйткені ол оларды жақсы көретін. Өте жақсы көретін. Бүгінгі оқиға осымен тамам. Әңгіме ұнаса видеоға лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал келесі әңгімеде кездескенше аман сау болыңыздар.